Так, ағайындар, ассалям алейкум, рахматулля, баракату, амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Так, менің стримім ашылды. Қазір бір азамат кіру керек. Шетелден, Лондоннан Дастан деген жігіт. Қазір ағайындар өте қызық болайын деп тұр. Ол жігіт қазір өзін таныстырады. Деке Арманның бажасы, аты жолы Деке Арманның туған бажасы. Екеуі бір қыздан алған. Қырғызстанның келін бала Қырғызстаннан екенін білесіз. Енді сол поделиться. Так, лайк басып отырыңыздар, ағайындар. Экран бетін ұрып отырыңыздар. Қазір кіру керек. 150 адам отыр. Тастан келіңіздер. Приглашение жібердім. Лайк басып отырыңыздар, ағайындар. 180 адам лайк басып отырыңыздар. Енді осы ұстап отырыңыздар. Қазір эфир болады. Өзіміздің бауырымыз үлкен қиянат көрген. 13 жыл 17 жасынан 30 жасына дейін түрмеде отырған екен. Лайк басып отырыңыздар, ағайындар. 1 минут. Лайк басып отырыңыздар. Экран бетін ұрып отырыңыздар, ағайындар. Арман Батырлар партиясы. Қазір қызық болады. Қазір Деке Арманның бажасы кіру керек эфирге. Қазір қызық болады, ағайындар. Мен оған кір десе, ол мындай кір деп жатыр да. Маған. Экран бетін ұрып отырыңыздар. Қазақ елі. Лайк басып отырыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Ютубта бір жігіт жүр, Дастан деген. Сөзі бойынша Деке Арманның бажасымын дейді. Деке Арманның бажасы түрмеде отырған. Сондықтан ол жігітке біз эфирге шақырдық. Сөйлесек, не болып жатыр? Қалай Лондоннан бір шықтың? Не үшін полициялар сізді қуып жүр? Неге қашқындардың бәрі Лондонға қашады деген сияқты сұрақтар мазалады. Сосын өзіне шықтым. Енді мен де өзім білесіздер, 6 жыл түрмеде отырып шықтым. Сондықтан ол жігітті осы әңгімеге тартқым келді. Қазір міне пригласение жібердім. Дастан, қош келдің. Сізді енді үлкен экранға қойсам болайын. Кішкентай экранда тұра бересіз ба? Ыңғайлы болса. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Дастан, менің аты жөнім Арман. Сізді ютубтан көрдім. Сосын біраз сұрақтарым мазалады. Жағдайыңызды айтып отырсыз, бәрі бүкіл халық көріп отыр. Енді ешкімнің басына бермесін. Енді бұлай сөзіңізге қарағанда өте қиын жағдайда болған екенсіз. Қазақтың баласы болғаннан кейін жанымыз ашиды. Екінші жағынан басқа да сұрақтарымыз бар. Сол сұрақ болғаннан кейін сізге осы сұрақтарға жауап берсеңіз, бізге сол қызық болып жатыр. Ондай тағдыр екінің бірінің басында болмайды, білесіз. Енді өзіңіз бүкіл системаға қарсы шығып, енді қазір шетелде жүрсіз. Шетел дегенде де Қазақстанның екінші астанасы Лондонда жүрсіз. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, көрермен. Есім Қабылбек Дастан болып, өзім Шығыс Қазақстан облысынан, Самар районынан, сол жақта туып өскен.
кейін Өскеменге көшіп бардық, Өскеменде тұрдық. Сөйтіп 11 бітіргеннен кейін сотталып кеттім. Сөйтіп 12 жыл берген, 12 жылда отырып жатқан кезде мен ары бері зоналарда былай нетіп жүрді, постоянно искусственный нарушитель қылып жасап. Сөйтіп гранитныйға 2010-да апарған кезде сол жерде беспредельный зона болып, сол жерде бунт жасап, соның үстіме тағы бір жыл қосып берді. Сонымен 12 жыл емес, 13 жыл отырып шықтым. 2016-да босап шықтым. Кейін Алматыға бардым. Алматыда біраз жұмыс істеп, сөйтіп жүріп, 20-да қайтадан вымогательствомен қайтадан соттап жіберді 20-да. 22-де шықтым одан кейін. Қысқаша енді осылай ғой негізінде, айта берсе көп қой былай. Иә. Енді қысқаша айтатын болсақ, сіздің неңізді көрдім да, менде сұрақ болды. Мысалы, сіз айтып отырсыз, аты шулы енді бізде білесіз де, үлкен революция болды, қаңтар оқиғасы болды. Ол кезде аты аталды, Арман деген азаматтың аты аталды. Арман сіздің туған, сіздің сөзіңіз бойынша бажаңыз екен, иә? Иә. Бір үйден қызын алып отырсыз, дұрыс па? Иә. Негізі ол 2020-да ажырасып кеткен, енді қазақта ондай жоқ қой, ажырасып кетсе бажа емес деген. Енді бажа болдық, тағдыр солай қосты, анау бунт кезінде танысқам гранитныйда негізінде. Бунт кезінде танысып, бірге бунт жасап, кейін бірге неде 1,5 жыл отырған кезде бірге отырдық. Сол қиын қыстау заманда тар жерде отырған негізі адам былай түсінеді, ол өте былай жылы болады негізінде. Содан кейін бостандықтарда енді кездесіп, сөйтіп енді бажа болдық қой, Аллахтың қалауымен. Енді сіздің видеоңызды көрген кезде менің де басымнан өткен нәрселер, жаңағы енді өзің айтып отырсыз, беспредельсіз жаңағы милициялардың, мемлекеттік қызметкерлердің өздерінің қызметін асыра пайдалану мәселелерді, заңның олқылықтары, адами қасиеттерге жат қылықтар көрсету деген сияқты бәрін айтып отырсыз. Мен оны қолдаймын, себебі өз басымнан жеке өтті. Және де осы мемлекет өзіміздікі, енді ол енді мүмкін бұрынғы кеңес өкіметінен, мүмкін НКВД деген система, Сталин, Карлаг, ГУЛАГ, соның енді ұшқыны ғой, былай қарасаң, зерттеп келсең. Енді мен ойлап отырмын, осы өзіңіз қандай, мен біраз заңдарға өзгеріс енгізу керек дедім, өзім түрмеден шыққаннан кейін де қылмыстық кодекстерге, қылмыстық атқару кодексі, қылмыстық процессуалдық кодекстерде көптеген лазейкалар бар, иә. Соны жою үшін біраз депутаттарға да хат жаздым, бірақ одан ешқандай пайда болған жоқ. Мысалы, сіз өзіңіз осы біраз отырдыңыз, енді азамат ретінде қандай өзгерістер керек деп ойлайсыз? Мысалы, заңнама бойынша осындай болмау үшін сіз енді сырт көзсіз ғой, енді біз енді мәселені айта бергенмен ол болған нәрсе ғой, олар жасайтын жасады, қинайтын адамды қинады, ертең енді бұл өздері жауап береді. Бірақ енді болашақта өзің сияқты жігіттердің басынан осы нәрсе өтпеу үшін сенің өзіңнің қандай нелерің бар? Предложение дейді осы. Енді біріншіден, менің ойымша, сол енді бір уақыт жағдай ғой, әр жағдаймен кейбіреулер түсіп қалады. Кейбіреулер енді былай айтады ғой, андай біліп тұрып істейді қылмысты. Кейбіреулер енді былай неше түрлі жағдай болады ғой, түскеннен кейін енді уже өз заңыңды білу керек та, өз праваңды дейді ғой, өз құқықтарыңды білу керек. Жаңағы элементарно конституцияңда, чтоб ертең олармен кірген кезде сен уже айтады ғой, подкованный болу керексің да. Сен заңды білмесең, саған олар тыға береді, заңсыз нәрселердің бәрін әрекет жасай береді. Ал адам кішкене заңды білсе, хотя бы там жаңағы УИК дейді ғой, права и обязанности, жаңағы өз құқықтарын білсе, мысалы үшін жаңағы азамат, Қазақстан Республикасының азамат ретінде білсе өз құқықтарын жаңағы, онда ары қарай енді кішкене әр адамның несі әрі қалай ғой, қорықпау керек та, чуть-чуть кішкене бір не болу керек, батылдық болу керек, ондаймен жаңағы өз құқықтарында отстаивать ету үшін дейді ғой. Ал енді бұлай системаға негізінде мына куиз комитетке келетін болсақ, енді оларда білмеймін, енді бұлай айтып жатады, міне ойбай европейский стандартқа өттік, көшіп жатырмыз,
На самом деле, мысалы үшін, ешқандай көшіп жатқан жоқ. Зоналар сол бұрынғы 40-50-60 жылдарыңа салған зона. Ішінде бәрі сол бұрынғы столовый, бұрынғы сол барактар бәрі, промзоналардың бәрі бычып. Негізі кішкене айтады ғой, культура дейді ғой жаңа, сол әр мысалы үшін бір қауымдастықтың бір жүйенің бір культурасы болу керек қой. Оларға негізінде мына мәдениеттерін былай саналы түрде өзгерту керек та оларда, мысалы үшін, чтобы какой-то бір өзгеріс болу үшін. Оларда қандай жаңа бұрынғы СССР-дан қалған нәрсе, ГУЛАГтың темасы, адамды сындырып тастау, унижать етіп тастау, жаңағы сондай психологияларда. Ал жастар келеді, жастар может Қостанайдың академиясын былай бітіріп келеді да, олар возможно бір жақсы ниетпен келеді, ал ана жерге келіп анау бастықтарды, анау бұрынғылардың несін көреді да, олар да уже сондай кальяға түседі. Уже система, оларды система сындырады да, уже система сындырып, система сондай қылып жібереді оларды. Одан кейін, мысалы үшін, көп ақша бөлінеді, бюджет. Бір сотталғанға егерден мен қателеспесем, 8.000 теңге ме, сондай бір күніне суткасына бөлінеді. Балабақшадағы кішкентай баладан көп бөлінеді ғой, бір сотталғанға, былай айтқан кезде. Енді бұның бәрін былай санаса, мысалы үшін, бюджет бөлінеді, әр сотталғанға отдельно. Жаңағы медицина, санчасть дейді ғой, санчасть. Медикаменты, жаңағы дәрі-дәрмек, бәрі коррупция, бәрі бизнес. Ананың бастығы, ана департамент бастығы, әйелдері, аптека нелері бастықтары, неде бостандықта, сөйтіп жаңағы бизнес о жерде. Одан кейін о жерде списать етеді. Каждый сотталған өтірік жаза береді да, о жерде жақсы дәрілер списать етеді, өз аптекаларында сатады. Ол таза бизнес о жерде, схема. Медицина жағынан санчасть ол өзі бір бөлек андай о жерде ОПГ. Ал мысалы үшін столовый дейді ғой, брынза дейді ғой, енді болдыңыз ғой зонада, брынза дейді ғой. Ол енді бөлек ОПГ о жерде. О жерде мысалы үшін бөлінеді, көп нәрсе бөлінеді негізі. Оның жартысынан көбін көрмейді сотталғандар. Ол уже көп нәрсені продуктымен алып келіп сатып жібереді, былай қиып уже ақшаны. Енді отмывание ғой о жерде де. Отмывание, ақша жасайды. Бастан сөзіңді бөлейін, мен сұрақ қояйын, миыма келіп тұрған сұрақ. Мысалы, сіз бунт жасадық дедіңіз. Неге сіздер бунт жасаған кезде өздеріңіз кесілмейсіздер, басқа адамдарды итересіздер? Қалай неге мен кесілмедім? Мен ішімді электродпен тестім, міне мына қолымды кестім, міне мойынды кестім. Менде бәрі бар, бәрі зафиксировано. Қалай мен неге кесілмедім? Өзіңіз сіз істедіңіз, иә? Конечно, мен войска кірген кезде, мен алдын ала емес, именно войска кірген кезде кестім. Одан кейін отрядтың ішінде болған кезде, енді сотталғандардың бәрі жартысы отрядқа, жартысы өшіп кетті ғой. Сол кезде электродпен тесіп тастадым ішінде. Қалай неге мен кесілмедім? Массаны пайдаланған жоқсыз? Жоқ. Неге мен? Сізге ерді, да? Жоқ, не то, что маған ерді. Маған о жерде негізі зектар бәрі ашынған. Әбден күнделікті таяқ жеп, просто о жерде андай индикатор айтады ғой, бәрі перепуганный. Вот бізді алып кеткеннен кейін, войска кіргіз бәрі сындырып, бізді алып кеткеннен кейін, олар о жерде қайтадан репрессия жасап, сол 400 адам локалкідегі бізге свидетель болды. Бәрі бізге қарсы показания берді. Ал 30 адам, жаңағы именно тесілгендер, олар потерпевші болды бізге. Түсіндіңіз бе? Бізді алып кеткеннен кейін уже қайтадан репрессия, қайтадан сол беспредел, солай болды да. Енді олар уже әбден қорқып дұқтарын алып тастағанда уже. Енді қараңыз, бас сіздерсіз ғой, басты қағып түсіргеннен кейін олар қайтадан өзіне қайтып келді, дұрыс па? Иә. Олардың өздерінің басы болған жоқ қой, дальше до конца тұратындай. Иә. Сіздер ғой бас. Олар сізге қарады. Көрдіңіз ба? Басы сізсіз, олар көтерілмейтін еді. Егер мысалға, допустим, сіздер 5 адам басқа зонада болғанда, граниткада бунт болмайтын еді мысалға. Теоретически. Дұрыс па? Олар жүре беретін еді, шыдап. Не болса да, олар шыдап, әйтеуір тисе сұрағым бітсе екен деп жүретін еді. Мен бір осындай эфир болды, Арман сотталмай тұрған кезде осындай тиктокта эфир болды. Сосын бір жігіттер кірді, сен неге Арманды айтып жатсың, ол жақсы жігіт деді. Мен айттым, иә, ол жақсы жігіт. Егер дейді, ол граниткада болмаған кезде,
мені дейді гаремге тығып жіберетін еді дейді. Сонда мен айтамын, егер Арман граниткеде отырмаса, сен сонда спокойно гаремге кете бересің ба? Көбі кете берді ғой. Иә, сенде сонда не жоқ па? Сен Арман қарап, Арман сені спасайды. Иә. Намыс болу керек қой, индивидуально әр адамда. Сонда мен сөйлей алмай қалды да, ну. Допустим, теоретически ол сотталмай қалды. Граниткада жоқ, сендер сонда жүре бересіңдер ма? Сол мені толғандырады да, көрдіңіз бе? Неге адамдар аз, сіздер сияқты адамдар аз, сіздер шыдамайсыздар, сосын сіздер заң талабын немесе бір белгілі бір внимание обращать ету керек қой. Сіз пресса деп, енді мен оқыдым, прессаны шақырған екенсіздер, дұрыс па? Пресса келсін деп. Сол пресса ол іште болып жатқан нәрсені сіз сыртқа айтқыңыз келді. Сол өзіңізге еще внимание обращать ету үшін. Бірақ олар кіргізген жоқ та, войска кіргізіп жіберді. Ол кісі еще жаңа Жақсылықов деген кісі екен да. Ол кезде ол ішкі ненің басшысы болып тұр, қарасаңыздар. Енді маған всегда мына қарадым, оқыдым, ол бунт туралы sputnik.kz деген электронный не бар екен, сайт бар екен. Сол сайтта жазылған екен, сол бунт бұл. sputnik.kz. Енді соны қарап отырсам, кішкентай қаңтар оқиғасы болып тұрды. Осы. И мен ассоциация сразу қаңтар оқиғасы есіңе түседі. И Жақсылықов жүр, и Арман жүр. Уже в большом масштабе, республиканском уровне. Қалай не? Бірақ бұл ассоциация просто. Енді бұл жерде былай, менің ойымша ешқандай логика жоқ, аналогия жоқ. Өйткені Арман мысал үшін өзі сотта айтты ғой, жаңағы Искаковпен неде болған, контактда болған. Искаков пятый управленияның бастығы болды, КНБ-ның центрда Астанада. 2015-ның аяғы 2016-тан бастап енді олар уже қарым-қатынасқа кірді да, енді оның бәрі былай анық сотта ашылды ғой негізінде енді. Бұған дейін ешкім білмесе, енді былай айтып жүрді ғой халық, былай деп. Енді бірақ сотта енді Арман өзі де былай жасырмады да, сол кезден бастап енді былай, енді уже политикаға кіріскен, жасырмады негізінде. Ал 2010 жылы енді мен ол адаммен мен бір неде отырдым, бір камерада отырдым. Негізі андай камера, енді сіз отырғансыз ғой, білесіз ғой, может быть, баракта адамды қатты тани алмайсың, ал камерный системада там от үйді адамды біліп аласың да, уже оқып тастайсың уже полностью. Енді мен көрдім ғой, қалай неткен, мысалы үшін айтады, ол там Дариға хат жазған, анамны. Енді мен лично ондай нәрсені көрген жоқпын. Он жалғыз жүгірген сол кезде біз раскруткада отырған кезде, сотталып жатқан кезде. Менің әкем Арманның мамасы Роза апай, марқұм осы жақында қайтыс болған. Әкем сол неде квартира снимать етіп, Көкшетауда тұрып, өзі сол жақта жұмыс істеп жүріп, нәпақасын тауып, бізге передатчик әкеп, сөйтіп жүрді. Басқа егерде енді ол айтады, проект Дариғадан, Назарбаевтан шағат етеді, анау ондай болатын болса, енді біріншіден бізді ол үшін соттамас еді. Біз наоборот, ол жерде менттардың бәрін репрессировать етіп, соларды соттаушы еді. Егерде сондай поддержка болса, бір мен сотталған жоқ. Біздің сол бунттан бір мен, хотя 400 адам заявлениеда жазды, бәрі фактылар, бәрі болды, бір мен сотталған жоқ. Біз сотталып кеттік. Арамызда Ильяс Әлібек, ол байқұс бауырымыз 19 жыл особый ұстап алды. Ойлаңызшы, сол кезге дейін ол бір 3 жыл отырды өзінің срогымен. 11-ші жыл тағы да 19 жыл берді. 11-ші жыл, 29 жыл. Отыр әлі да? Отыр әлі ол. Бүйтіп бәрі шығып кетті, оған 2 бала өртен кетті ғой. 2 бала, 3 бала отпроснулар үстеріне жабылып, ради, как для угрозы дейді ғой, чтобы войска кірмесін деп. Сөйтіп жасаған, сөйтіп войска кіріп жатқан кезде төбеге шығып кетіп, бензин құйып, енді бәрі көріп тұр ғой, чтобы тоқтату үшін. Сол кезде солдаттар светошумовой граната лақтырады, төбеге лақтырады, барактардың ішіне через терезе арқылы лақтырады. И сол светошумовой қатты искра береді андай. Сіздер сендіңіздер ма, войска кірмейді деп,
войсканы қорқыта аламыз деп солай сендіңіздер ма? Әлде сіздер Енді ол наивный болдыңыздар ма? жоқ, неге? Қандай рискке бардыңыз осы жерде мысалға Жоқ. сіз? Енді ол жерде Арман, ол жерде ва-банк уже. Ол жерде көріп тұрсың. Уже көріп тұрмыз, біздің жаңағы заявление бәрі өтірік та. Өтірік қабылдағандары бәрі өтірік. Анау местныйлар келді да, местный прокуратура, местный ОНК дейді ғой андай, по правам человека. Бәрі местный да. Ешқандай өзгеріс болған. Ана менттары сөздерін сөйлеп тұр. Біз уже білдік. Бірақ енді ой жарайды мынау болмайды деп енді басында сүркейтіп шыға салмайсың ғой ол жерде. Давайте деп, мәндар деп, міне сендерге деп. Біз до конца бардық уже. До конца бардық, и жаңағы не еттік, поступать еттік, там кесілдік. Ал жаңағы 3 бала угрозамен сөйтіп қойды, аналар светошумы лақтырған кезде жанып кетті. Екеуі жанып кетті, үшіншісі искарадан жанды, бірақ оны нетті, жаңағы нет. Үлгерді, сақтап қалды, аман алып қалды енді. Ана екеуі өліп қалды, қайтыс болып кетті 2 бала. Біреуі запретке жаққа қалады, біреуі дворға қалады, локалкаға. Ол 2 баланы басында Арман екеумізге келген, ол 2 баланы. Кейін уже екеумізге мен өзім уже срогым 12 жыл, ана жерде уже өмірден төніп кете жаздадым ғой, енді 2 труп деген енді пыжы ғой негізінде. Отырып қалай мен білем да, вообще ол ондай нәрсе жасамағанды. И сөйтіп әкем Арман мамасы Розапай хайвай көтереді, жан жаққа жазады, Астанаға шу көтереді конкретный. Сөйтіп барып бізден алып тастайды да, Әлібек келеді. Әлібек өйткені төбеде болған. Сол кезде Әлібек келеді ол 2 тұрыпты. Енді оны газетте оқыған кезде ол айтты неге ораған дейді, и бензин құйған, жағам деп айтқан жаңа Әлібек. Сол жақ жіберген. Жоқ, ол қараңыз Арман, ана газета, бүкіл анау телевидение енді ол по-любому да ол. Оны біз сотта бәрін обосновать етіп бердік. Бізде сот болды, сотта свидетельдер, потерпевшийлар бәрі показанияларын өзгертті. Бәрі айтты, ментовской беспредел болған бәрін айтты. Сол сотый свидетель болды бізде. Сотый свидетель келіп айтты. Бір обиженный сотый свидетель жіберген ғой. Ол айтты, нас били, меня заставили дать показания на Алибека. Бәрі сотта ашылды ғой. Ал мына мен түрмеде отырғанда зектердің әңгімесі бойынша лагерді сіздер 6 айға алып қойды, 6 айдан кейін войска кірді дейді. Ол рас па? Жоқ, бізді алып кетті ғой. Бізді алып кеткеннен кейін кішкене бір следственный действие бірнеше күн болды. Бәрін репрессировать етіп, жаңағы свидетель потерпевший жерді бәрін. Одан кейін жібере салды лагерді. Одан кейін ход болып тұрды. 6 ай болды. 6 ай ход болды. Біз уже түрмеде отырмыз. 6 айдың ішінде енді ана ашынған зектер қандай бір расслабон беріп тастасам андай айтады ғой, во все тяжкие дейді ғой. Уже арақты, вино ішіп, локалкада открыто. Телефонмен локалкада открыто былай жүріп, есіктер жауып тастап, менттарды локалкаға кіргізбей, сондай аталықтар жасаған ғой енді, ол енді бассыздық қой енді. Сіздер кеткеннен кейін батырлар шықты ғой. Иә, жарты жылдан кейін батырлар шықты, сөйте бастады, иә. Одан кірді, войсканы тындырып тастады, қайтадан соны, қайтадан шаға кетті. Арақ сіздерген. Ой, білмеймін мен, честно, кім қайда екен, маған уже, мен андай срок алып кеткеннен кейін уже, одан кейін да қаншама не жүрдік, уже босап шықтық, ол уже, кім қайда уже қызық емес уже, если честно, ол. Не болып жатқан. Енді қараңыз, Арман массаны көтерді, массаға влиять ете алады. Дұрыс па? Оны көрді. Көрген адамдар оны өзіне тартып тұр ғой. Сіз айтып тұрсыз, политикаға кетті деп айтып отырсыз. КМ-ның бастығы мен уже 2016-тан бастап сөйлесе бастады дедіңіз, дұрыс па? Я енді сотта солай айтылды ғой. Исақовты айтты, Арманды сөйтіп айтты ғой, өздері айтты ғой. Естіліп тұр ма? Сес ұстамай тұрмын. Иә, естіліп тұр. Естіліп тұр. Ағайындар, не поделиться етіп отырыңыздар, ағайындар? Лайктарыңызды басып отырыңыздар. Тағы да таныстырып өтейін. Бұл Дастан деген бауырымыз 17 жастан 30 жасына дейін түрмеде отырған, енді қазір қуғындап транснациональный группировка деп біздің құзырет органдар іздеу салған. Қашып шығып Лондонда қазір. Енді қандай жолмен, қиын жолдармен деп айтып жатыр. Қазір Лондонда енді политический убежищеге документ беріп қойған, дұрыс па?
Иә. Интервью саяси күтіп отыр. қуғын. Иә. Саяси қуғын егер дұрыс болатын болса, онда убежище береді. Енді убежище 5 жылға ғой. Мгм. Иә. Енді жаңағы сізді транснациональный группировканы басқарады деп беріп тұр ғой да. Мгм. Сіз соның басшысы ретінде. Иә, Бірақ енді бірінші шәкірт қой. бір видеоны көрдім. Енді сіз айтып отырсыз, мен қиын, Арманмен ешқандай байланысым жоқ деп жатсыз. Бірақ мен бір ой салады. Енді ақша, қаржы мәселесін қалай? Түрмеден шыққаннан кейін соны айтып жіберсеңіз жаңағы. Сіз түрмеден шықтыңыз. 2018-де, иә, мен 2010 бірінші рет шыққанда ма, екінші рет қашан шыққан кезде 2 рет отырдым мен. Иә, енді түрмеден шықтыңыз. Одан кейін сіз, мысалы, біз білеміз, Арман үлкен нелері бар, влияниясы бар, бизнестері бар, мысалы, деген сияқты. Адам біледі ғой, енді ол ақшасы бар жігіт, мысалы. Оның енді транснациональный деген кезде енді бір жерде біреулерді қарап отыр деген сияқты енді түсініктер бар ғой. Мүмкін сізге тастап кеткен сияқты жаман ой мазалайды да, мысалы, бізді. Соны сіз сол үшін қазбалап жатқан шығар, мүмкін. Сізде байланысыңыз бар деген сияқты. Себебі жай ақша емес, үлкен ақша ол жерде айналып жатқан. Ол кісінің бизнес туралы неше түрлі әңгімелер жүреді, мысалға. Шыны керек, бизнесі бар екен, мен бірінші сіз қаттым дедіңіз, мен видеоны қараған кезде сіздің сағатыңыз $27,000 сағаты бар екен қолыңызда. 27 $27,000. Енді мен қазір міне мен шықтым 22 жыл әлі бизнесте, әлі неге келе алмай жатырмын. Себебі инфляция өте күшейіп кеткен, конкуренция күшейіп кеткен. Мен де бизнесмен болғанмын. Бірақ енді сол бизнеске қайтадан кірейін десем, әлі кіре алмай жүрмін да. 2 жыл, 2,5 жыл. Міне нөлге. Сіз уже $27,000 сағатын тағып алыпсыз. Жай сотталған адам 30 жыл ондай қаржы сізге қайдан келіп тұр енді, мысалға? Соған не дейсіз? Мен 2016-та босап шықтым. 2016-та босап шығып, где-то бір 8 айда Өскеменде тұрдым. Кейін Алматыға келіп, туған ініммен Tender First деген компанияда 1 ай практикум өттік. Нұрлан Байділданы білесіз ғой? Нұрлан Байділда, Tender First компания. Сол жерде жаңағы оқуын оқып, практикум дейді ғой, андай практически. И сол жерден туған інім екеуміз ИП ашып, ИП Кабылбеков деген әлі бар. Сонымен жаңағы не бастадық? Деятельность дейді ғой. Біз шара жүргізіп, андай поставкамен заниматься еттік, потом андай благоустройство территория, андай сондаймен кішігірім енді былай. Өйткені үлкен не жоқ қой, андай не дейді, тәжірибе. Сөйтіп ақырын бастадық, сөйтіп жұмыс істеп. Кейін мыналар КМБшниктер мен УБОПтар постоянно андай давление ғой, постоянно шақырады, бір жерде отырсаң жақындап келіп, дастан сөйлесейікші, анау деп алып кетіп сөйлесіп. Надзор. Иә, сондай постоянно андай да, давление постоянно андай. Сөйтіп как раз Арман келіп жүрді, Арман ол кезде Шымкентте тұрады, Арман келіп жүрді, Арманмен кездесіп тұрамыз, жолығып тұрамыз. Кейін сөйтіп мен үйлендім, бажа болдық, араласып тұрамыз, бірге тренировка жасаймыз. Енді оның артынан да не бар? И сөйтіп барып уже бізді андай уже не қылды да, былай уже андай, как ОПГ дей ма, сондай уже қылып, кейін 2019-да мен бір деломен подстава жасады, вымогательствомен подстава жасады. Якобы мен вымогать еттім деп. Негізінде ол жерде бір туыс кісі несі болған ғой, обращениесі. Осылай бір кісіге ақша берген, жұмысқа салып. Анау қайтармай жүр деп. И соңын барып, туыс қойды, барып сөйлесіп берейік деп, барып сөйлескен кезде, анау, оказывается, ол мошенник, алаяқ болыпты. Алаяқ не? Қалай андай отмывать ететіндер бар ғой, ақшаны, қалай? Жоқ, анау, обналчик, қаладағы крупный обналчик. Ол подкомитетчиками, Жанин деген кейін отырып кетті, қас колонкада жүр. Сол көп нәрсе негізінде маған неткен, жала жапқан. Резко сол алады да, соны, короче, потерпевшіге жібереді. Хотя енді вымогательствоны сізден отырыңыз білсеңіз, ол жерде болу керек, угроза болу керек. Одан кейін факт
передача, факт вымогательства, факт передачи денег болу керек. Мгм. Ешқандай жоқ. Ол жерде угроза да болмады. Ол жерде кафеде біз отырып сөйлескен жерде камера болған. Камераның бәрін сразу олар жоқ қылып жіберді. Мен уже неткен кезде сұраған кезде. Бәрін тазалап, как просто ананың айтқан сөзімен ғана. Айтқан сөзімен 2020-да уже сонымен кетіп қалдым. Ал соған дейін уже мен 2018-де енді Арман екеуміз арамызда Вымогательство неше статья? Неше статья? Қанша 194, 5 миллион теңге, 194-тің 3-і. Крупный размер. Не особо крупный, а крупный размер. Иә, 3 жылда. Вот. Жоқ, 5-тен басталады, 5-тен 10-ға дейін маған 6 жыл берді. Мгм. Енді қараңыз, 2018-де енді біз уже Арманмен енді былай өзі білетін адамдар біледі, арамызда бір жағдайлар болды, содан кейін уже мен араласпай кеттім Арманмен. Кейін 2018-де мен әке-шешеме үй сала бастадым. Талғардан үй салып, сол інім екеуміз сол тендер анау-мынау бар, сонымен үйім әке-шешемнің квартирасын сатып, Өскемендегі анау-мынаудың бәрін жинап, кеп Талғардан жер алып, үй сала бастадық. Әке-шешеме үй салып бердім. Сөйтіп жүріп жұмыстарымды істеп жүрдім өзімнің. Кейін анау хутор бар ғой, хутор қазір анау не шулы отыр ғой, Рысқұлов поселок. Хуторский деген анау кім еді, ана бала қайтыс болған, соның темасымен. Хутор, ол Талғардан артынан, сол хутордан барып, сол жерден әке-шешеме салып болғаннан кейін өзіме сол жерден жер алып үй салдым өзіме. Үй салып алдым да, как раз осы вымогательствомен, как андай розыск болған жоқ, бірақ андай флажоктар қойып тастаған, шетелге шықпасын деп. И сол жақта мен тұрып жаттым, сол жақта. Енді ол ешкім білмейді мен ол жақта тұрып жатқанын. Кейін енді мен түсіндім, ол дело шешілмейді, жала жауып жатыр, и маған уже кету керек болды. Ойладым, Турцияға кетіп қаламын деп. Сөйтіп ана үйді сатып, и Турцияға билет алып, ұшқай жатқан кезде мені Шымкенттің аэропортында КМБшниктер ұстап алып, УБОПқа берді. УБОПтар, шымкентский УБОПтар мені өскеменский УБОПтарға берді. Ал өскеменский УБОПтар ДВД-ға алып келді Алматыға. Сол жерден болды. Вообще ешқандай неткен жоқ. Тез нетті да, ИВС-қа түсірді, кетіп қалдым СИЗО-ға. Солай болды. Енді бағанағы сұрағыңыз былай ғой енді. Мен отырған кезде, уже мен СИЗОда отырған кезде, енді бізде енді білеміз ғой, мен бала шағам бар, мысалы 4 балам бар, енді асырау керек, әке-шешем бар деген сияқты. Жаңағы үй сатқан қаражаттар болды. Одан кейін жұмыс істеген бір жиған терген қаражаттар болды. Бір-екі жерге, как инвестиция дейді ғой, стройка жағынан ақша салып қойдым. Аллаға шүкір, жұмыс істеп жатты. Үй ішіге, нәпақаға, анау-мынауға, иншалла. Бірақ ол енді андай үлкен ақшалар емес та, ол андай чисто айтады ғой, потребность дейді ғой, потребностьтар. Үй ішіге потребность, енді передачкаға, анау-мынауға. Ал енді сағатты айтасың, сағатты керек болса, енді ол жерде мен сағатты бар бірден сатып алдым деген уже не жоқ ол жерде. Сыйлық жасады маған, достарым сыйлық жасады. Туған күніме ол сағатты маған сыйлық жасады. Ол сағат мысалы үшін менде болса енді білмеймін, может сыйлайтын шығар, может бір достарымның алдында может бір кішкене болса да, может мүмкін бір абыройым бар шығар. Достарым жиналды да маған сағат алып берді. Ол жерде тұрған ешқандай мысалы үшін не жоқ. Былай асып бара жатқан. 27 мың доллардың сағатын заключенный бывший зэк 13 жыл отырған адам енді по-любому ақшаны қимайсың ғой дегенім ғой. Енді мен мысалы жеке өзім жай 1000 теңгенің сағатын ала алмаймын да, мысалы. Қанша бизнесмен болсам да, мен де мысалы ондай не қимаймын. Себебі ақшаны тапқаннан кейін мен даже машина алуға да қимаймын. Не деймін, анда-мында бизнес әкелетін нәрсеге саламын да, мысалы мен бизнесмен болған кезде. Просто андай дорогой нәрселерді киіп жүре алмаймын, себебі ол қанша ақша, қанша уақыт кеткен какой-то сағатқа деп мен түсінігім болды. Сыйласа да кимейсіз ба? Сыйлық дегенде енді сіз қалай сыйлайды, сіздің араңыз, значит, ақшасы бар адамдар сіздің араңызда болып тұр. Сіз жоқсыз, сіз баласыз, 17 жастасыз, 30-ға дейін сізді ешкім танымайды, сіз түрмеде отырсыз. Сізді даже бір жылдан кейін сізді мысалға даже посылкада келмейтін адамдар бар мысалға да. Уже семьясы ұмытып кетеді. Жоқ, Аллаға шүкір, ол жағынан туыстарым, мен бүкіл срок андай отырдым, без нужды дейді ғой.
Маған иә иә қазы қарта, ет былай жіберіп отыратын туыстарым, Аллаға шүкір. Әке шешем бәрі. Онда мен оны нетіп отырған жоқпын олай, мен отырған кезде андай түгім жоқ болып, передачкасыз біреудің аузына қарап қалып, Аллаға шүкір. Шіли онда не емес. Вот. енді не үшін арманмен сіз араздасып қалдыңыз 2018-ден бастап дедіңіз, дұрыс па? Сіз уже екі жаққа кетіп қалдыңыз ғой. Иә. Енді ол былай айтқандай, мен алдында ютубта да айттым ғой, негізінде арамыздағы нәрседе, енді ол жігіт қазір андай қиын жағдайда отыр. Сол үшін енді былай айтқан кезде айтады ғой, весь мир против тебя дейді ғой, бүкіл Қазақстан бәрі жан жақтан бүкіл. Енді соған қарап отырып, шыны керек, бұған дейін кішкене андай бір нем болып жүрген, өкпем болып жүрген негізінде. Енді осыған қарап бір ситуацияны жібердім конкретно. Жібердім да, алдындағы сол видеода енді бір өмірде бір байланыс бар ғой, по-любому, бунт, жаңағы бажа болдық, бір байланыс, оны ешқайда кетіре алмайсың. Байланыс бар, сол үшін. И содан кейін мен енді айтады ғой, посчитал нужным, как анау бір қазақша қатты не емес, долг дейді ғой, хотя бы бір рет болсын айту. Енді мұсылман бауырым ретінде бір рет болсын сол туралы енді айту да, чтоб енді нете бермеңдер, айта бермеңдер, ол жігіт уже өз срогын алды, 20 жыл срок алды, болды ғой, ісі бітті ғой, шаруасы бітті ол жігіттің. Жақында енді анасы да қайтыс болды. Нелсон Мандела деген, есіңізде болсын. Нелсон Мандела деген азамат, мысалы, 20 жыл отырып президент болды. Мүмкін ол жігіт те мысалға президент болатын шығар. Кім біледі мысалға? Мүмкін, ондай да болады. Шынымен айтқан сөзі рас болса, мысалға, шынымен де ол сотта айтқандай қазақ елін ойладым, мысалы, Тоқаев мырзаны ойладым, мемлекеттің тұтастығын ойладым деген жігіт шынымен рас шығар мүмкін. 20 жылдан кейін мүмкін сондай болып қалатын шығар. Кім біледі енді. Сондықтан ол болды деп айта берген үміт не істемеуге болмайды ғой, мысалы. 20 жылды шығып атқан адамдар 95-те есімізде Ақтөбе облысында Алғада людоедтер адам жеп қойған. Пельмен пісіріп, олар шықты ғой, мысалға. 30 жыл ма сотталған? Осы былтыр ма шықты? Адам жегендер, людоедтер. Оның астында енді ол 20 жыл по-любому нелер болады, помилование болады, не болады. УДО деген сияқты бірдеңесі болады шығар енді. Себебі тарихта бар, Нелсон Мандела деген азамат осылай болған. Енді біраз сұрақтарыңыз жағы, сіз айтып отырсыз, сол ОПГ, ОПС, международный транснациональный қылмысты сіз басшы ретінде көріп тұр ма, әлде Дикий Арманның подельнигі ретінде сізді подозревать етіп тұр ма? Мен үйге олар, мен таң сағат 6-та келіншегім оятып жіберді, шулап жатыр да бір нәрсе. Соң резко тұрдым да, барып терезеден қарасам, уже маска шоу бәрі тұрды. И сөйтіп әкем шығады да, әкем қайғай көтеріп, олардың не жатқан кезде мен тез кейінен де кетіп қалам. И одан кейін олар кіргеннен кейін, үйге кіріп, менде видео бар, ана жерде нені оқып тұр, 264, 265, бірінші часть. Жаңағы статьялармен уже үйлегілер оқыды ғой, көрсетті ғой. Енді сондай іліп жатыр. Бірақ енді ол вообще ақылға сыймайтын нәрсе да ол енді. Біріншісі группа, екіншісі сообщество. Қандай группа, қандай сообщество? Мен ақырғы видеомда айттым. Конкретно бар ма бір нәрсе жариялаңдар халыққа. Егер де сондай бір нәрсе болса маған, вот мен даже вызов жіберем, мен келем конкретно. Жарияласын, не бар маған, қандай? Жауап бермедіңіз ғой. Арманмен байланысты ОПС па деймін. Иә, сол арманмен байланысты ОПС. Мәселе өшілді ғой. Сіздің өзіңіздің жеке қылмысыңыз емес, арманмен байланысты. Себебі байланыстырып, бажа болғаннан кейін сізді байланыстырып тұр, дұрыс па? Иә. Бірақ сіз айтып отырсыз, 2018-ден кейін мен арманмен араласқан жоқ дейсіз. Дұрыс па? Иә. Сіз өзіңіздің өміріңізді жасап жатсыз, өзіңіздің саудаңызды, анда-мында бизнестеріңізді жасадыңыз. Турцияда 1 жыл тұрдыңыз, қайтып келдіңіз, тағы да тіршілік жасайым дедіңіз, онымен жасатпады. Енді маған бір қызық оқиға, енді группамен келіп тұрды, Бүркітпен. Сіз үйдесіз, енді оны үйді, любой оперативник үйді қоршайды ғой. Сіз қалай кетіп қалдыңыз осы? Ол оперативниктер қоршаған жоқ, спецназ қоршады үйді.
иә спецназ үйді қоршап алады ғой Спецназ, мысалға. иә, қараңыз, Иә. енді тыңдаңыз, Опер енді тыңдаңыз. есіктен кіреді, бірақ олар біледі сіз қашатыныңызды. Олар да ақымақ емес қой, не первый раз замужем. Енді Сіз тыңдаңыз. келесіз, қашып кеттім дейсіз да. Сол бізді енді біз иә сотталған адам болғаннан кейін енді мына юридический жағынан мысалға білеміз ғой. Қарапайым адам білмеуі мүмкін. Сондықтан күмән туады да, сол үшін сұрақ қойып жатыр да, нақты қалай кетіп қалды. Или сізді қашырып жіберді, мысалы Берге Ерсқалиевті қашыра салды өздері. Ұстай алмай қалса, мысалы саяси нелерді мысалға. Сізде де может хабарлап айтқан шығар, біз саған келедіміз, видео түсір, жайлап шығып кете сал деп. Вот сол күмән болып тұр. Соны айтшы. Егер де маған Арман хабар берсе, бүгін кетіп қалшын, таңғы сағат 4-те. Егер де маған хабар берсе, логически. Мен ұйықтап жатқан кезде кірді олар. Енді олар, забор бәрі жауып тұр. Чай қойып, кофе, чай ішіп жүрмін ғой, таңғы сағат 5-те тұрып алады әкем. Сөйтіп айтады, неден қарасам дейді, біреу жаңағы секіріп жатыр, забордан секіріп, анау ішіне калитканы ашып жіберген ғой. И сөйтіп кіреді, топырлайды, спецназдар бүркітті сразу үйді отцеплениеға алып алады былай. Оперлар алдында, анау жаңағы генпрокурордың помощнигі алдыңғы жағында. Енді әкем далаға шығады, әкем інім екеуі, туған інім болып қалады, как раз Астанадан қонаққа келген үйге. Сөйтеді де екеуі бір спецназ, анау біздің қора жаққа бара жатады, топка жаққа, анау пеш газовое оборудование тұрған жаққа. Ана видеода бар ғой, інім айғайлайды, стой здесь, туда не ходи. Біледі ғой, қазір бір қару лақтыратынын. И сөйтіп жатқан кезде, менде ол видео бар, мен сізге потом жеке ол кусокты жіберемін, мен просто ол кезде алып тастағанда, әкем жүгіріп барады да, ананы ұрады ана спецназда. Менде ол видео бар. И мыналар айтады, давай, вали его на землю, скрути его деп жабыл. Әкеме 3-4 спецназ жабылады. Аллахтың тауымен сол кезде, анау оцепленияда үйдің артқы жағында тұрған бәрі былай сол әкеме қарай жүгіріп жабылады. Інім видеоға түсіріп тұрады, ініме екеуі жабылады. Телефонды былай алып алады да, әкемен сөйтіп ініме жабылады. Олар сол жүгірген кезде оцеплениедағылар көмекке келеді да? Иә. Көмекке келеді ғой. Иә, көмекке алдыңғы жаққа қарай жүгірген кезде әкеме 5-6 жабылады. Менде ол видео бар. Мен просто именно сол фрагментті қойған жоқпын. Ну зачем ол мен әкеме там не, ол момент өзімде бар. Сіздің әкеңіз төбелесіп кетеді, төбелесіп жатқан кезде бүкіл жаңағы оцеплениеде тұрғандар сол жаққа қарай жүгіреді. Иә. И сіз қашып үлгересіз. Мен резко киініп аламын. Мен былай өз комнатамнан шығамын, коридорда анашым жылап тұрды. Маған былай жылап, жас шығып тұрды. Маған айтады, Дастан, балам, тағы не бүлдірдің? Деп қарады да, мен айттым, мам, тура осылай айттым. Мам, валлахи ешнәрсе бүлдірген жоқпын дедім да. Мамамның спальненісіне кірдім да, андай масақхана несі бар ғой, сеткасы. Соны аккуратно былай алдым да, былай қарадым, ешкім жоқ. Түстім, артқы жаққа түстім. И былай бұрыш қой, былай бұрыш, ар жақ уже алдыңғы жақ көрініп тұр. Былай бұрыштан былай қарадым да, ешкім жоқ. И анау темір забор. И темір заборға былай кішкене биіктеу болды, шыққанға ыңғайсыз болды. Мына жерде анау газдың трубасы болды. Сол газдың трубасына басып секірген кезде даңғыр ете түсті забор, темір забор. Сол кезде інім айтады, олар ан жақтан естіді, жүгірді дейді. Мен уже резко секірдім да, ана екінші забордан соседтен секіріп, уже қашып кеттім ол кезде. А олар анау обмундированияларымен секіре алмай, анау оперлар вообще секіре алмай, біреу секіріп барып, аяғын жарақаттап, қайтадан келді олар. Дрон көтеріңдер, дрондар да істемей қалды, Аллахтың қалауымен солай болып қалды, дрондар да істемей қалды. Мен кеткеннен кейін уже мен бір тоғайдың астында отырғанда енді местный полиция бар ғой, местный район талғар ғой да? Жоқ, секретный болды. Секретный, местный полиция болған жоқ, секретный болды. Анау енді бұлар мысалы сізді пропустили, они-то понимают, енді хабарлау керек қой 102-ге. Давай, перехват. Қайдан перехват жасайды? Мен уже безопасном месте уже я был. Как они, қалай перехват жасайды? Ол менің районым ғой, мен білем ғой. О жерде, енді мен айтпай қой, қай жерде мен 1 сутка жатқанымда. Маған зачем? Мен ол районды білем. Иә, мен бардым да жаттым 1 сутка. Келесі күні қалаға кетіп қалдым. Жоқ, енді олар біледі ғой, сіз сол жерде жатқаныңызды мысалға. Білесіз ғой, даже бір зәк қашып кетсе де, мысалға, бүкіл жер оцепление болады. По-любому сізді біледі олар о жерде. Засадада отырады, шығады ғой деп. Мен таңғалып отырғаным, шығып кеткеніңді, еще Лондоннан бір шықтың. Бұл фантастический не болып тұр да.
Ол фантастика конкретно. иә Ол Аллахтың маған деген берген осы несі. Ол Аллахтың қалауымен. Өйткені мен міне қаштым, сіз ойлап тұрсыз ғой, Талғар деген былай кішкентай бір ауыл, 4-5 ауыл, бәрі бір-бірін талғарды біледі. білемін ғой мен қазір талғарда тұрмын Үлкен ғой мен үлкен район инкубаторда, енді инкубатор деген үлкен район. Ана жақта үйлер де бар, жаңағы Сакский банялар да бар, неше түрлі фазендалар да бар, потом алма бақтар да бар. Ол үлкен ғой инкубатор деген енді ол жерде. Ол жер қаншама местныйларды, полицейскийларды жұмсаса да ресурс жетпейді ол жерде. Просто так адамды былай иіскеп тауып алу. Только егерде бір жерге звонок жасасаң, сигнал береді, IP адреспен таба алады. А былай жайдан жай сен иіскеп таба алмайды. А келесі күні мен Алматыға кетіп қалған кезде, короче полиция слабый дейсің. вообще слабый, мен айттым ғой, анау мешоктар даже анау неден секіре алмады, забордан секіре алмады менің артынан. Жүгіре алмады даже менің артынан. Одан кейін ол жарайды, мен қалада болған кезде бір квартирада, бір достарым квартира шешіп берді. Сисенхай деген көшеде, Гагарина мен Жарокованың арасында Сисенхай деген көше болады. Сол жерде жилой комплексте жаттым. Айтты, ешқайда шықпа, тамағыңды әкеліп береміз. И сөйтіп бір 2 күннен кейін ба, 3 күннен кейін ішім пысып кетті уже. Барып кофе ішкелейінші деп, былай очкиімді тақтым да, былай кішкене былай уже андай қараңғы батып келе жатқан кезде барып бір кофейняға барып кофе ішіп, Wi-Fi-ына қосылдым да, тез связьға шығып алайын деп. Сөйтіп отырдым да, одан кейін кофемді ішіп кетіп қалдым. Былай барып Аль-Фарабимен былай прогулка жасап келдім да, қайта сол кофенің жанына Wi-Fi-ға қосылып, роз тексеріп алайыншы деп қамқор базадан отырам даласында. Отырсам, қарасам, артынан ақыры былай бір кісі келе жатыр. Андай толықта, и ақырын асықпай келе жатыр. Мен былай боковой зрениемен қарасам, анау видеода бар, оперативник, мынандай шардағы оперативник, полосатый немемен, қара жігіт. Сол артынан келе жатыр. Мен байқамағанса былай анау базадан розысты қарап отырмын, бармын ба жоқ па. Ол былай өтті да, 2 метр, 3 метр жерде анау дорожниктер жол жасап жатқан ғой. Соның жанына барып тұр да былай. Мен очкимен, ол мені көрмей тұр. Маған былай ақырын қарады. Мен таныдым да сол екенін. Өйткені мен видеодан көрдім ғой, маған видеоны жіберді ғой сол болғанын. Мен танып қойдым да, сразу жоғары жаққа қарай кеттім Гагаринаны. Ол артынан ақырын келе жатты. Ана жерде бір торговый дом болды. Торговый домнан былай солға қарай бұрылдым да. Енді өзім былай спортивный тренировка жасаған, дайындалған нәрсені қосып, жүгіріп қашып кеттім. Да, Жарокова бар. Жароковадан төмен түстім да, сол ана ЖК-ға қайтадан бардым. Өйткені басқа баратын жер жоқ. Сол ЖК-ға бардым да, кірдім да, сол жерде отырдым. 1 сутка отырдым. А олар сол камералармен қарап, мен қайда кіргенімді сол жерден күтіп абыла бастады. Енді Дастан дұрыс, енді жолың сәтіне салып, Алла тағала қолдап, енді қазір Лондонда отырсыз. Енді мемлекеттің мақсаты сізді енді жала жауып тұр деп тұрсыз ғой. Арманға ешқандай қатысым жоқ. Оның бизнестерімен жүргізбейсіз сіз, однозначно. Қандай дәлелдерің бар, не үшін мені соттағыларың келеді деп. Мысалға, заочно соттауы мүмкін ғой. Заочно сот болуы мүмкін ғой. Мүмкін соттасын. Сот болады шығар. Иә, мүмкін сот болады шығар. Сол кезде көрейік, или сіз жазыңыз заочно сот болсын. Себебі ана саясаткерлер, Қажыгелдин деген бар, Рысқалиев деген бар, олар заочно соттады. Олар да Лондонда. Оларда да политическое убежище бар, мысалы, өзіңіз сияқты. Иә. Енді олар енді саясаткерлер жаңағы. Билікте болды, неде болды, енді сіз қарапайым жігітсіз, енді түрмеде өзіміз сияқты. Саяси не алу қанда сіз қалай заявление жаздыңыз сонда? Бұл политический или басқа немен жаздыңыз ба? Жоқ, просто убежище сұрадым, болды. Менде әлі үлкен интервью болған жоқ қой. Мен андай неде бұл айтпай қой қай жерде екен, иә? Жағалауда дей салайық. Жағалауда жаңағы полицейскийларға айттым, осылай 15 жыл отырдым. Үсті басымды көрсеттім. Кесілген ғой, іш кесілген, мынау кесілген, тамақ кесілген. Сол жақ аяғым анау кезінде 30-када промзонаға андай жұмыс, андай режим кезде по беспределу жұмысқа тұра бергенде 2 аяғымды кесіп тастағам табанында. Жұмыс істемеймін деп. Сол шрамдардың бәрі бар ғой, басым жарылған, жақ сынған, 2 қол сынған. Бәрін көрсеттім.
осылай қинады деп айттыңыз ғой. Иә, әрине сосын бәрін айттым. Менің өміріме қауіп төніп тұр, егер сіз маған не істемесеңіз, менің өмірімнен қауіп төніп тұр деп айттыңыз. Сол үшін бірақ әлі беседа болған жоқ сізбен. Андай первоначальный болды, короткий жаңағы немен переводчикпен, ал үлкен интервью болған жоқ. Бұл енді жолыңыз болып, жаңағы тілектеспіз. Убеждениеңізді алыңыз. Примерно қай уақытта беру мүмкін ол? Білмеймін даже. Білмейсіздер, белгілі бір уақыт. Бір Аллаға тәуекел, енді күтіп отырмыз. Мен ешқандай бізде не жоқ. Просто қорықпайды, сіз бірден эфирге шығып кеттіңіз, енді жаңағыдай айтады ғой, фальстарт жасап жатқан жоқсыз ба дегенім ғой, мысалға. Қалай? Фальстарт бірінші алып алыңыз убежище, сосын эфирге шықпадыңыз ба дегенім ғой. Жоқ, мен сол өзім шешім қабылдадым. Маған әкем де айтты, туыстарым да айтты, дастан пока шықпашы, тыныш отыра берші сол жақта деп. Жоқ, сыймадым. Мен мына көкірегіме мына сыймады да, 17 жастан бастап 22 жыл. До такой степени мынау енді ашынғанда видеода да көрініп тұр ғой, бұл андай жиналып қалған нәрсе уже сыймады, шыдамадым. Мен айттым, жоқ, мен шығам конкретно дедім. Енді сізге не үшін система найс етеді ғой, енді сізге не үшін мысалға? Сіз системаға қарсы шығып тұрсыз ғой, көрдіңіз ба? Сондықтан система сізді сындырғысы. Сіз жалғызсыз, система мощный мясорубка. Дұрыс па? Дұрыс. Енді сізде полностью жекелеген адамдар ғой сізге қиянат жасаған. Енді жекелеген адам болған кезде. Бұрын, может быть, жекелеген адамдар болған шығар бұрын, бірақ енді қазір былай айтқан кезде уже генпрокуратура. Мен вообще шокта болдым, мен қашып кетіп, потом уже хабарласып сұраған кезде кім келді десем, помощник генпрокурора енді. Ол вообще ғой енді ол. Там система деген сол ғой енді уже. Не уровень дейсіз ғой мысалға, сізге енді мен ойлағам, мен қайда генпрокуратураға, мен вообще басында түсінбеймін. Не үшін вообще, не істеп жатыр вообще, қалай вообще? А так мен енді жаңа сұрақ қойып жатсың ғой, бұл система сізді жекеше адамдар. Мен негізінде былай айтайын, мен бүкіл там системаға қарсымын деп, не деп, бүкіл там жаңағы правоохранительный там МВД или КМБ-ға қарсымын. Жоқ, енді былай ол логически айтқан кезде былай да, егер де олар болмаса да хаос болады мемлекетте. Мысалы үшін полицияны алып тастаса, бәрін алып тастаса, хаос болады конкретный. Онда біздің бала шағаларымызды біз безопасно, біз садикке жібере алмайсың, мектепке жібере алмайсың, оларсыз болмайды. Бірақ мен не деп айтам ғой? Мен қарсымын кімге? Именно жаңағы беспредел жасайтын, произвол жасайтын, қудалайтындарды, коррупционерлерді. Соларға қарсымын конкретно. Именно фабриковать етіп, сөйтіп қоғында тот же убоптар мысалы үшін. Өтірік не жинайды андай. Фотоға түсіреді, анда-мында, анамен көріп қалады. Заңда жоқ қой, анамен кездесуге болмайды деген. Анамен бір фотоға түсіреді, ана фото бәрін жинайды да өздерінің фантазияларын жазады. Кәдімгіше фантазияларын жазады. Сөйтіп соны алады да Астанаға жібереді, ДБОПқа, департаментқа. ДБОП алады да генпрокуратураға береді МСОКқа. Блин, фабрикация, таза фабрикация. Енді айтады ғой, Сталин айтады ғой, лишь бы найдем статью деген сияқты. Адам болса, статья табамыз деп. Да, был бы человек, а статья найдется. Или она Дзержинский айтады, то, что вы не сидите или не в тюрьме, это не ваша заслуга, а это наша наша недоглядение дейміз, сондай ғой? Недоработка наша дейді. Біздің недоработка наша дейді. Сондықтан бұл енді сол система ғой, енді ГУЛАГтың системасы, Сталиннің системасы. Біз енді тәуелсіздік алғанмен сол система қалып тұр. Қаншама адамдар сынып кетіп жатыр, қаншама адамның өміріне зиян келіп жатыр. Милициялардың өздері де қамалып кетіп жатыр, өзің білесің. Бұл жерде ол екі жағынан да қиын болып тұр, мысалы, азаматтарға да, милицияларға да. Мысалы, қаншама милиция сотталып кетті, мысалы. Бастықтар айтады, бағана сіз указать еткен бастықтар. Оларға бәрібір. Барда ананың басына ұр десе, ол ұрады ғой, бастық айтып тұр. Бірдеңе болса, олар жауап бермейді бастықтар.
мен ұрдым ба дейді да, ана қарапайым жаңағы милиция сот алып кетеді. Өзің талай көрдік, дұрыс па? Бұл жерде енді қиын жағдай болып тұр. Бұл жердің шешімі өте қиын болып тұр. Бұл жерде Енді маған жестко келсек реформа. болсақ, мен мына өз ісімді шешім іздеп жатқан жоқпын. Вообще ол жақта вообще уайымдап тартқан жоқпын. Не істесе оны істесін. Қазір анау қандай статьялар іле ме, мен соттаймын заочно. Вообще маған қызық емес болып тұр ол жақ вообще. Вот мен уже ана немді өз жұмысымды жасап Енді жатырмын, мысалы ол болды. подозреваемый, сіз мысалға мен өзің айтып отырсың жаңа, УБОП бар, не бар. Мен мысалға лейтенант келдім, енді маған дело керек, званиям өсу керек. И мен подозревать етемін, осы Дикийдің бажасы мынау бірден істеп жүрген шығар, құлақтарды жіберемін, ананы жіберемін, сағатыңды көремін, машинаңды көремін, талғардан үй алып жатсың, қайдан ақшан? Мысалға подозрение болады, сонымен кетіп қаласың ғой. Жоқ, енді оның бәрін обосновать ету керек қой. Мысалы үшін, егер де олар ойласа, преступник, мен айттым ғой, разбой. Вот айтсын да, может, мен разбой істедім ба, или ұрладым ба, может, ұрлық жасадым ба, тонадым ба, бопсаладым ба, бәрін обосновать ету керек. Мен айтамын ғой, мен оларға міне вызов дейді ғой, я вызов бросаю. Айтсын, жарияласын халыққа. Міне анау қашып кеткен, сендерге ана ютубта әңгіме айтып отырған адамдарың міне. Олай болмайды ғой, уголовно-процессуальный кодексті білесің ғой. Бірінші ол дело сізді қамайды, қамағаннан кейін сізге доказательство жинайды. Одан кейін ознакомление. После ознакомления только уже уголовное дело ашылады. Уголовное дело секретный болады, білесіз. Айта алмайды оны. Көрсетсін да, жарайды, сот болады. Қазір ана жігіттер отыр ғой сол статьялармен. Қазір сот болады, не болады. И то қараңыз, бәленбай адамды сол күні қамаған, сол күні именно осы статьямен, ТПС-пен. Енді олардың бастары, анау МСОК-тың бастары мынандай отыр. Басқа подельниктеріңізде бар ғой, дұрыс па? Ол танымайды, вообще танымайтын адамдар. Мен вообще танымайтын адамдар отыр қазір. Си-18-та отыр. Анау МСОК-тың бастары мынандай. Жоқ, ТПС іле алмай жатыр. Енді қайдағы жоқ, бір анау 18-ші жылғы болған бір қазбалап, сондай нәрсе. Ана екі балам түрмеден алып келді ол жерге, чтоб ТПС ілеу үшін. Енді қазір қайтадан қайтарғай жатыр. Өйткені түк жоқ. Өтірікті, анда не болып отыр андай. Не деуші еді андай. Доказательный база слабый. Доказательный база слабый. Фантазия бар бірақ. Фантазия бар. Мені мысалы үшін қазір, не қараңыз, мені мысалы үшін ТПС-пен розыскқа қойған жоқ. Неге? Мен 15 июльде үйден қашып кеттім. Мені только 2 августте ғана қойды розыскке. Неге сұрақ? Вот сіз юристсіз, неге? Постановление бермеген онда неге следственный сотқа? Неге бермеді? Доказательство болмады. Основания жоқ. Егер де олар, мен қашып кеттім, мен 15-ші. Қамағаннан кейін основание сындырады сені. Сөйтіп основание алады өзің. Неге онда, неге мен ұстамай, онда 2 августте уже, мен Грузияда болған кезде неге розыск берді онда маған, қамамаса? Қазір мен қамқорда базада тұрмын, розыскта тұрмын. Интерполда тұрмын 4 сентябрьден бастап. Интерполда, международный розыск. Қалай мен қалмаса онда? Сіз юристсіз ғой, өйткені основания болмады. Егер де маған бір нәрсе болса, мен 15-ші қашып кеткен күні, келесі күні маған розыск қойып тастаушы еді олар. Жоқ, мен даже ана опермін, мен келдім. Сразу уже мен розыскын дайындайтын едім. Білем ғой қашатыныңызды. Мен хлопушке келіп тұрмын ұстауға. Мен уже дайын тұрмын ғой. Жарты сағаттан кейін мен уже розыскке беремін. Границаның бәрін жаптырамын уже заранее. Жоқ, граница жауып болды. Тем более простой Тем более сіздің статьяңыз жай статья емес, мысалы. Кража емес, не емес. Особо тяжкий. Особо тяжкий еще уже бүркітпен келетініне. Бұл жерде сұрақ енді күмән бар, бірақ енді сізге сенеміз. Біз по-любому өзімізде күмән қалып тұр. Бірақ сізге сөзіңізге сенеміз себебі. Мен сіздер күмәндарыңызды былай айтады ғой, развеять сомнения дейді ғой, ваши не в моей, не мне. Бұл жерде болмайды, бұл жерде ештеңе қисаймайды, или сізге жаман болмайды, бізге жақсы болмайды. Бірақ қалып қояды да, сомнение қалып қояды да, көрдіңіз бе? Біз бірақ сізді тыңдадық, жауабыңызға қанағаттандық. Қандай сұрақ қойғымыз келді, себебі сіз ютубтан айтып отырсыз, бұл жан айқай.
айтып отырсың ғой, мен әлі даже алған жоқпын, убеждение алған жоқпын, сонда да ішіме жиналып қалған шығарып жібердім деп. Ол да жақсы, адам ішінде сақтамау керек. Шығарып жібердіңіз, жеңілденіп қалдыңыз. Енді өзің сияқты жігіттер көп болсын, себебі не үшін айтып отырмын, масса мысалға даже 5-6 адам ғана сотталып тұр, 5-6 адам ғана вдохновитель болып тұр да. Енді мысалы оңай емес қой, сен өзіңді көрсетіп жатсың достойны, сынған жоқсың, қанша басыңнан не өтсе де, соның өзі уже саған жаңағыдай сыйластық не істейді да, уважение не істейді да. Арман, мен әрдайым бәріне айтамын. Егер де мені айтады ғой, адамдарға, отырмаған адамдарға, мен айтамын да, егер де мысалы үшін маған ойбай там анау неше түрлі былай ярлык, анау там сомнения бар ма, факт, давайте жариялап жіберіңдер. Мысалы үшін конкретно обосновать етіп любой нәрсе. Енді сотталған адамдар, сіз қай лагерде отырдыңыз, мүмкін бір адам шығады шығар, міне мысалға осы лагерде мысалға сол адам айтуы мүмкін, мысалға ой мына Дастан ешкі болды, ой Дастаннан біз жаңағыдай вред көрдік деген адамдар шығуы мүмкін ғой. Шықсын, пожалуйста, шықсын. Любой нәрсе обосновка болу керек қой, любой нәрсеге. Сіз одан не істемейсіз, қорықпайсыз ғой өзіңізге? Жоқ, мен ашықтым, мен открытый. Енді қараңыз Арман, WhatsApp, Telegram не бар, бәрін жариялап тастадым. Мен ашықпын конкретно. Ешкімнен қашып жүрген жоқпын. Любой адаммен сөйлесемін. Осы уақытқа дейін біреу ешқандай әңгіме айтқан жоқ қой сіздің артыңыздан? Ешкім айтқан жоқ. Жоқ, қараңыз, жоқ Арман. Мен олай айтуға болмайды. Өйткені любой адамның артынан жүру мүмкін әңгіме. Неше түрлі мыштар бар, көре алмайтындар бар, андай. Қорқақтар, может, сіздер мысалы. Қорқатындар бар, обиженныйлар бар, ренжігендер, өмірге обиженныйлар болады. Олар жүреді енді, анау пыш там. А былай тақалып конкретно бетке там өйтіп айта алмайды ғой конкретно. Айтып көрсін, иншалла. Қазақстанда болдық қой енді. Отырдық та, шықтық та, айтатын адам келіп бетке айтады ғой, осылай деп. А так мен қазір шыға алмаймын, осында келсін Англияға келе алмайды көбі, потому что виза қиын. Документ жасап алайын, кездесейік иншаллах, нейтральный территорияда, любоймен иншаллах. Айтатындар болса. Енді тілектеспіз, документіңізді істеп алыңыз. Енді ондай адам бола қояды деп ойламаймын, себебі білесің, онда түрмеден шыққан адам қойшы деп бір жерін қысып жүреді. Сондықтан тілектеспіз, жаңа шаруаңыз бітсін. Енді рахмет сізге. Бүгін сұрақтарыңызға ашық жауап бердіңіз. Ол да оңай нәрсе емес. Енді айтылған адамдардың барлығын өзім жеке көрдім. Сіздер айтқан жаңағы видеода айтқан азаматтар. Бір кезде мен жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар да. Екі жақты мен түсінігім бойынша, мысалға, сол өзің айтып отырсың ғой, мысалға, оқу бітіріп келді, полиция зонаға кірді. Енді оны үйрететін кімдер, мысалға? Сол зектер ғой. Дұрыс па? Гаремге кіргізуді кім үйретеді? Бәр жерде емес, именно беспредельный зоналарда солай болды. Анау северный, айтады ғой, мына солтүстік лагерлер, именно бәрі комьюнити дейді ғой, ешкілер. Уж опытный, бұрын блатной болғандар бәрі. Сынып, ешкі болып кеткендер. Соны ұйымдастырады, сондай нәрселердің бәрін. Сосын мен мына куисқа жаздым, айттым, осындай мәселе бар бізде. Неге бірінші сотталған адамдарды, мысалға, бұрын сотталған адамдармен, немесе срок отырған адамдармен бірге отырғызасыз. Жер жетеді ғой, мысалы, отряд, бөлек отряд болсын. Мысалы, мен первоходпын, сізбен келем, сізбен сөйлесем, сіз маған жегізесіз. Анау, мынау, мен сіздің қасында жүремді, уже под вас управление кетем. Сіздің жаңа торпедаңыз болып кетемін мен. Дұрыс па? Себебі мен білмеймін. А сіз білесіз бәлем бәрін. Мен соны байқадым да, сосын айттым, мына первоходтарды отдельно отырғызу. Отдельно зона. Көрмесін. Дедовщина деген сияқты. Бірақ бармайды мемлекет. Жоқ, оның бәрі, ол қалай, ол ертең қызықсыз болып қалады ғой, ертең уже қылмыс болмай қалады, оларға жұмыс болмай қалады одан кейін. Мәселе шешудің орнына керісінше мәселе шешпей тұр.
Так, онда Дастан рахмет. Ағайындар, қандай сұрақтарыңыз бар? Бұл жігітпен сөйлестік. Бұл жерде енді бір ақ-қарасын білу керек болды. Ішіндегі шерін тарқату мақсатында мен өзім бұл жігітке хабарластым, ютубтан көргеннен кейін. Сол үшін звондадым. Рахмет сізге, сізде шығам дедіңіз, сөйлесек дедіңіз. Біраз адам қарап отыр, міне 320 адам прямой эфирде. 29-да енді біраз адамдар көрді, енді жазатын шығар. Сізбен әлі де біраз сөйлесеміз. Тағы да біраз уақыт өткеннен кейін үміттенем. Шаруаңыз біткеннен кейін, документтерді алғаннан кейін тағы да бір осылай сөйлесіп жіберсек. Қалай қарайсыз? Алласы. Жақсы, онда Дастан, рахмет. Любой диалог. Все, жақсы, сау болыңыздар, аха. Аха, жақсы, сау болыңыздар. Тағы ағайындар, естідіңіздер, көрдіңіздер. Жабай Арман лақап атымен танылған азаматтың туған бажасы. Так, мен өзім жайлы енді так кіріңіздер эфирге. Так, Абылайхан осы эфир бойынша өздерің ойларыңызды айтып отырыңыздар. Мен ешкімге айтпа деп айтпаймын. Тек боқтамаңыздар. Бір-бірлеріңді не істемеңдер. Так, Данчо дейді, неше түрлі адамдар кіріп жатыр. Қазір 4-5 адамды кіргізем, бірақ шоламай не істеңіздер. Бос сөз болса да бос сөз, ағайындар, бұл оңай нәрсе емес. Айдос, сенде бәрі бос сөз екен әйтеуір. Бос сөз емес, әркімнің басынан өтетін жағдай. От сумы, от тюрьмы не зарекайся дейді. Любой адам түрмеде жүр. Машина келеді, машина басып кетсең де 5 жылға сотталасың, адам өлтіріп алсаң. Сондықтан. Так. Аха. Айта беріңіз, Абылайхан, не айтасыңдар ал? Эфир тыңдадыңыздар. Ешкімді кіргізген жоқпын. Мен өзім бывший опермін. Мен бывший опермін. Ағайындар, мен өкінем. Мен мамандығым агроном, бірақ неге милиция опер оқымадым? Ол үлкен қателік болды. Милиция болу керек екен. Асырысы опер болу керек екен. Оперативный мышлениені мен түрмеде отырып үйрендім. Өзім былай қаратсаң, енді куистің номер 1 опер десе де айтуға болады. Өте қателік. Оперативный мышление. Біз аңқаумыз. Түрмеге мен қалай түсіп кеттім? Аңқаулықтан түсіп кеттім. Егер маған келді оперативный информациялар. Арман, сені үйтін деп. Мына жігіт көрдіңіз бе? Қалай реакция жасайды? Резко. Келді, әкесін жіберді, әкесі төйлесіп отқан кезде отвлекающий қашты. Резко. Уже дайында бұлар уже миымен. Күнде түстінде олар уже ойлап жатады. Анау келіп қалады, мынау келіп қалады. Ми деген 24 сағат істеп отыр. А біз оны білмедік. Воляда жүрген кезде біз бәріне сендік. Бәрі дос, бәрі не болды. Қадал қалдық, көрдіңіз бе? Енді мен жігіттерді сындырған жоқпын, бауырлар, енді құрсын. Ондай айтпаңыздар. Сондықтан үндем ұнамайтындар шығып кете салыңыздар. Ұнамайтын адамдар болса шығып кете салыңыздар. Есекең, сізді кіргізейін. Есекең бата беріп жүрсін, үлкен кісі. Есекең не айтады екен? Так, Айдар өшіре салам. Ассалаумағалейкумдер. Уалейкум ассалам, амансыз ба? Тыңдадыңыз ба? Сөзін тыңдадым ғой, бірақ мен түсінбей тұрған ана Дикий Арманды сонда ол ақтап отырма, ол бекар сотталып кетті дейма сонда? Ақтаған жоқ. Ол айтып отыр, 2016-тан бастап олар милициялармен жұмыс істеп кетті дейді, Дикий Арман. Мен бірге бажа болдық дейді, одан кейін біз араласпай қойдық дейді. Енді мен өзім жұмыс жасап жатырмын. Маған Дикийдің группировкасын тығып жатыр дейді. Статья іліп жатыр дейді. Сөйтіп Лондонға қашып кеттім дейді. Түсіндіңіз ба? Бірақ Дикийге бұл жігіттің енді қатысы жоқ шығар, жарайды, бұл жігіт туралы білмеймін.
Дики мысалға Түркияда жүрді ғой, мысалы Түркияда жүріп қаңтар болатын қалай біліп, сол қаңтарда келіп тұр ғой, Дики қалай білген деймін да соны. Енді бұл жігіт мойындап тұр, жеке милициялармен жұмыс істеді дейді. Түсіндің бе? Бажасы өзі айтып тұр. Жеке ол милициялармен жұмыс істеді. 2016 түрмеден шыққаннан кейін Искаков оны заверовал алды. А бұл айтады, мен милициямен жұмыс істеген жоқпын. Искаков кем? КМБ-ның бастығы кеше түрмеде сотталып жатқан. Енді ол бүкіл елге шулап жатқаннан кейін мен көрдім да ютубтан. Ол кісіге айттым, мен давай сөйлесек, вопростар бар дедім да. Мен де 6 жыл отырғанмын. Сен ана фамилияларды айтып отырсың, жаңа басшыларды. Мен де оларды көргенмін, бірақ олардың жамандығын көрген жоқпын. Ол жігіттерді көрдім айтып отқан. Ана батарейканы көрген жоқпын, қалғандарын көрдім. Прямой былай көрдім. Арман, сонда бұлар КМБ кімді Дики Арманды шекарадан өткізіп тұр ғой, шекарадан запрет қой Дики Арманға негізі кіруге, шекарадан мысалы. Я запрет. Ол мойындап тұр. Енді бұл айтады. Түркияға қашып кетті ғой кезінде. Енді оны кіргізіп алып тұр ғой бізге Қазақстанға. Бұлар кіргізіп алып. Мен бұл жігітке сұрақ қоямын. Қаңтарды пландаған ғой, бәрі өздері істеген ғой. Енді зонада отырып, мен 21 жылы Қазақстанда бунт болатынын айтып отырмын ғой, мен түрмеде отырып. Соттың несі бар менде? Сотқа УДО-ға жазам, сотқа айтам, ертең бунт болады мыналар. Сендер түрме қылып ұстаған екенсіңдер. Мемлекетті как түрме ретінде басқарып отырсыңдар. Жоқ, олар сонда жоспарлаған ғой қаңтарды, КМБ бәрі біледі ғой, значит, Бекболат Тілеухан мысалы қашып кетті ғой қаңтардан бір 10 жыл. Бекболат Тілеухан да білген ғой сонда. Білген. Енді қараңыз, Есеке, мұндай сұрақ бар. Сіз қараңызшы, гранитка деп жазыңыз, бунт, гранитка, и сізге не шығады? Sputnik.kz деген сайт шығады. Сол жерде жазылып тұр. Соны қарап оқисың да, қаңтар оқиғасы есіңе түседі сен. Дәл қаңтарда не болды? Граниткада сол болған. Арман бунт көтереді, Жақсылықов келіп бунтты жабады. Арман якобы сотталады, аналардың бәрін сындырады, короче. Түсіндіңіз бе? Дәл солай. Қазір бізге әскер келеді дейді, ОДКБ келеді қазір деген сияқты. Сол кезде ана айтады, кесіліңдер, қазір әскер кіргізейін деп жатыр, бірақ біз до конца тұрамыз деп. Сөйтіп үгіттейді. 2 адам жаңып кетеді. Сөйтіп бұлар қаңтарды жасап ол кезде Жақсылықов внутренний войсканың басшысы, министр оборонышы, түсіндің бе? Бәрін таниды. Қаңтарды бұлар МВД-лар не үшін жасап тұр, органдар қаңтарды жасап тұрған себебі халықты қорқыту үшін ғой. Халық қазір қаңтардан кейін қорқып қалды ғой. Халықты қорқыту үшін, мына зона ғой енді үлкен. Бунт жасатады да, войска кіріп басты. В общем, короче, тыныш отырмасаңдар, осындай жағдайға душар боласыңдар деп тұр. Қаңтарда қанша адам пыткадан өтті ғой, мысалы, полицияның пыткасынан. Енді бұл бала ақталғысы келіп тұрды. Мен бірақ күмәндан айттым. Мен күмәнданып тұрмын. Неге? Себебі қалай сені жіберіп қойды граница? Мен опермін, сені қамауға келдім. Мен өзі білем, сен қашып қой. Олар мысалға бұның Арман бұның мойнына кінәсін қоймаса да жасырын границадан жасырын да өткізбей алады ғой, кейін бұл мықты ғой. Жасырын-ақ беріп қояды ғой аналарға. Ешкімге айтпай мына адамдарды. Олардың да сондай функциясы бар ғой, жасырын халыққа көрсетпей мына адамды өткізбе деуге болады ғой, границадан өткізбе деп. Жоқ, қарашы, енді Есеке сұрақ қойып тұрмын. Суретін беруге болады ғой, аэропортта. Есеке, мен опермін да, сені ұстауға келіп тұрмын. Мен тупой емеспін ғой. Мен білем ғой, сен қашатын, границаға уже айтып қоям ғой. Сообщение жіберем ғой. Уголовное дело қозғалды, граница байқанда бұл қашады. Үйге келсем, ол қашып кеттің сен. Мен уже хабарлаймын, сол уақытта жабыңдар деп. А ол шығып кетеді, қалай шығып кетеді? Спокойно жүрмін дейді, үйде еще кофе ішуге бардым дейді, спокойно. Енді бір кезде Лондоннан шықты. Енді мен айтам, мен Лондонға 2 рет бардым. Ол жерде даже мен визамен барып тұрған кезде мені Шыманайт етіп есім тандырды. Мен законно барып тұрмын. А сен қалай бардың? Егер через Қазақстан барсаң, ғана политический убежище береді. Егер через басқа граница арқылы барсаң, мысалы через Турция, онда сені қайтар жібереді Турцияға. Заңы солай.
Короче, полицейскийлердің жартысы ұстағысы келгенмен, бұның жоғарыда сондай бір полицейскийдің арасында бір адам көмектесіп қашырып жіберіп тұр да енді. Мысалы міне, ана неден бізді ішіп алып боқтап отқан Батухан деген бар, Батухан. Қаңтардың кезінде түрмеге түсіп қалған, соны адамдар қашырып жіберген шетелге. Енді шетелге барып әркімді боқтап отыр да, ішіп алып митингге шығыңдар деп. Өзі қашып кетіп отыр. Мысалы сондай адамдар бар да жоғарыда қашырып отқан. Иә. Біреулер болып тұр ғой спокойно. Енді келіп, эфирге келіп шығып жатыр да, ау деп. Короче, бізге білінбейтін ойын, біз түсінбейтін ойында Арман, мысалға олар жоғары жақтағыларда бір-бірімен неше түрлі саясат жасап отыр да, бәрі бір ауыз емес қой, оларда бір ауыз емес, вот міне, иә. Оларда бір ауыз емес қой. Әркім әртүрлі неге жұмыс істейді. Мысалы, ананың адамы бар. Оларда да бәрінде билік болғанмен, мысалға Ерлан Карин мен анау келіспеу мүмкін. Бәрі группировка бір емес қой, бәрі Ерлан Карин ізіне еріп кеткен жоқ қой. Бір-бірінің аяғынан шалып отыр да. Сосын қашырып жібереді, ертең керек боласың. Мысалына қара, кеше анау қатыны бір жас қызды екі қабат қылып, бір бала тудырған ненің депутаттың ізінен журналистер қалмай жатыр. Өсек болса да айтып жатыр, сен неге заңда бірақ қатын деп жазылған, екінші қызды тудырып тастайсың, сонда сен қысым жасап тұрған жоқсың ба қыздарға? Өздерің қыздарды қорлап тұрсыңдар, әйелдің құқығын аяққа басып тұрсыңдар, сонда депутат неге боласың деп жатыр. Енді білесіз ғой, есіңізде болса. Былай қарағанда логический этика қайда деп жатыр, журналистика дұрыс мысалы. Оны келді де Аманат партиясының фракциясының басшысы, Аманат партиясының фракциясының Елнұр деген ашуланды, не шаруаларың бар, ол жеке шаруасы деп. Сосын журналист айтты, депутаттар сонда көшеде көрінген қызды екі қабат қылып тастай бере ма? Халық қалаулысы емес па деді. Жоқ, бұл жерде кодекс деген болады ғой, мысалы, кодекс государственных служащих. Депутатқа жазу керек, сен отбасыңды қарамайтын не, уже депутат Аманат партиясына кіре алмайды, мысалы. Әркіммен бір 4-5 қатын алып алған адам деп, мысалы, бір... Жоқ, енді Аманаттың мүшесі өзінен 20 жас кіші қызды екі қабат қылып, заңсыз бала тудырып, сосын ол әйелді тағы депутат қылып отыр ғой енді. Сонда ол кодекске жатпайды ғой деп журналистер айтып жатыр ғой. Соған Аманаттың фракциясының басшысы жауап бермеймін мен ондай сұраққа деп қашып тұр да жауаптан. Ана өзі қашып кетті, жауап бермеймін мен деп. Мен бірінші әйелінен айырылып, соны алдың ба деп еді, жоқ, бірінші әйелінен айырылған жоқпын. Соны тудырдым дейді. Екінші әйел тудырдым. Бірінші әйелінен айырылмай дейді. Бірінші әйелінен ажыраспасаң сен онда заңсыз тудырып тұрсың ғой деп тұр ғой журналистер. Бұл жерде өсек емес қой, бұлар заңды сыйламай тұр ғой, депутаттар заңды сыйламайды. Өздері шығарған заңды өздері орындамайды. Депутаттар. Отбасылық заң ғой енді, мысалы, әйелдердің құқығын қорғау деген заң бар. Иә, заңның бәрі ол заң жоқ деп тұр ғой енді, бірақ депутаттардың өздері заңды аяққа басып жатыр да енді, аяққа. Енді заңды орындата алмай тұрмыз ғой біз. Мәселе осы жерде болып тұр ғой. Бізге түкіргені бар ма? Біз бар ғой, жабылып, депутаттардан барға требовать етуіміз керек қой. Сендер заңды орындамайтын болсаңдар, не үшін отырсыңдар орада деп. 500 мың адам шығып айту керек та, петиция жазып. Или видеомен шығып айту керек, жаппай айту керек халық. Халық туфой болып тұрмыз ғой, үндемейміз, не істесе де депутат. Абзал айтады, екі қатын аламыз. Сосын ертең парламентті қысқартып, сонда қатындармен, тоқалдармен отырғысы келіп отыр ма? Новый парламентке. Сонда енді абзалдікі енді дұрыс емес, екі қатын аламыз дейді. Сонда қатындардың құқығы қалай айтады, әйелдердің, қыздардың құқығы қайда сонда? Әйелдерді қорғау деген заң шығартылар. Ислам республикасы емеспіз біз. Западқа арналған демократиялық зайырлы мемлекетпіз. Зайырлы мемлекетте екі қатын алу деген болмайды заң. Иә, конституция қарсы өзі айтады. Егер біз бұл жерде арман бар ғой, арман бұлар өзі заңды бұзып отыр. Өзі айтады, енді мысалға, егер екі қатын алатын заң болса, біз ислам республикасы болуымыз керек. Ислам республикасы болсақ, зина жасаған адамдарды дарғасады араб елдерінде. Ол кезде ана депутатты дарғасу керек болады да, шариғаттың заңына көшсек. Жоқ, шын айтайын, Арман, сен қара, шариғаттың заңында дарға жасаған адамды. Жоқ, ардақтан сұрау керек еді негізінде оларға. Ардақ. Жоқ, шариғаттың, егер ислам республикасы болсақ, ол депутатты дарғасады. А егер болмаса, заң шығару керек, тоқал алуға болады деген заң шығару керек.
Ол Екінші кеткізді байға біз тиюге Американың заңдарына сәйкес келмей қалады. Батыстың заңдарына сәйкес келмей қалады. Онда шетелде масқара боламыз. Демократиялық заңға келмейді. Біз сонда масқара болып тұрмыз ғой. 200-ді халық болып тұрмыз. жоқ халық 200-дің билік двойной стандарты дейді ғой. Жоқ, бізді Қазақстанды солай қылып көрсетіп тұр ғой енді шетелге. Енді халықтың көзі ашылып жатыр, шүкір, оған да шүкір әйтеуір. Есеке сіздердің арқаларында халықтың да көзі ашылып жатыр. Бұлай кете берген. Халық түсінді, бұлай болмайды уже. Жоқ, мен барынша парақшама салып жатырмын, Арман. Енді тәуекел. Атса 60-тар 55-ге келдім. Енді өлсем өлемін. Просто мына балаларымыздың мына бүйтіп кете беретін болса, біздер масқара болып кетеміз. Ертең тоқалдар басқарып кететін ел болып кетеміз. Тоқалыстан болып кетеді, Тоқалыстан. Иә. Ертең депутаттардың бәрі тоқалдарын депутат қылатын болса, масқара ғой енді. Дым білмейтін тоқалдарын әкім қылып жатыр. Кеше бір әкімді көрсетті. Четвертый власть деген ана журналист молодец мықты. Бір әкімді көрсетті, қосшының замы. Бір тоқалын отырғызып қойған, я атын білмейді, я жөнін білмейді, я Қазақстанның жалауын білмейді. Масқара ғой енді. Біздер тоқалдар басқарса уже ел болмаймыз, құримыз, Арман, құримыз. Біттік уже, біткен жеріміз осы. Депутаттар тоқалдарын қоя бастады. Бұлар тоқалдарын әкеле жатыр ғой, жайлап. Бұлар қатынға тоймайды ғой. Жаңа кім Бекболат Тілеухан 3 қатын алып 4 қатын. Ана депутаттардың бәрінде қатын бар, 2-3-еуден. Сол үшін заң шығарайын деп отыр да, тоқал алуға болады деген. Жоқ, ол конституцияны өзгерту керек онда. Соны өзгерткісі келіп отыр ғой Абзал Құспан. Бірақ тоқал алуға болады деген заң шығарғысы келіп тұр Абзал. Ол кезде масқара боламыз, шетелге масқара боламыз. Біз Ислам Республикасы емеспіз. Дүние жүзінде ондай заң жоқ, масқара боламыз да. Енді сол ағайындар жақсы, не айтасыздар басқа? Мынау кім ол? Қосылам деп жатқан. Бір-екі адамды қосайық, тыңдап көрейік, не айтады екен. Екі жүз адам отыр, вообще лайк баспасындар. Дос деген кім ол? О, жұлдыздар, рахмет. Подарка атып отырсыңдар. Айта берем, подаркілерді ата беріңіздер. Шамиля дейді. Өте адамдар көп екен, что-то. Бірақ бәрі Жанаргүл дейді. Кірген адамдар сөйлеп отырыңыздар. Ғареке, ассалаумағалейкум, қалдарың қалай? Жақсы. Жоқ, тоқал алмасын деген сөздер ұнап тұр ғой. Алейкум ассалам. Есеке, нам мен жанармайды арзандатып алайыншы одан. Тоқал демей, қойшы тоқалды ол. Тоқал уақыты келеді. Ол жанармай, ол май, ол Арман Басқа нәрседе жетеді ғой. 5-ақ минутта шешіледі. Ол қалай шешіледі? Бүкіл пошлиналар бәрі алып тастайды. Ол бәрі қолдан істеп отыр. Квота, муота, тауықтың бәрі оны мен ауыл шаруашылығын білемін ғой, ол проблема емес. Ол бәрі қолдан жатыр. Білесің, жақсы білесің. Кейбірде күлдіріпте, кейбірде мазақытта айтасың. Білемін сөзің, риторикасын. Бірақ енді соны істей алмай отырмыз ғой. Мына кісіге просто істей алмайсың. Оның артында бизнес. Мысалға, Марғұлан Адель деген компаниясы бар. Тауық шығарады. Білемін. Жанармайды арзандату үшін 1000 адам шықпай тұр ғой, Арманның партиясына кіретін. Бәрі қорққаннан кейін олар қымбаттата береді да, үндемей олар көтере береді. Арман партиясына кірсеңдер, олар түсіреді. Неге түсіреді? Себебі біз білеміз қалай механизмдерін. Квота деген болады, мысалы, олар айтады, ойбай біз ішкі нарықты сақтаймыз дейді. Пошлинаны көтеріп тастайды. Пошлина көтергеннен кейін импортер кіре алмайды. Саған какая разница, мынау Марғұланның тауығы ма, әлде Украинаның тауығы ма? Украинаның тауығы 500 теңге тұрады, Марғұланның тауығы 1500 теңге тұрады. Мен неге Марғұланның тауығын алуым керек 1500-ға? Көрдің бе? Мені заставить етіп жатыр да Марғұланның тауығын алды. А Украинаның тауығы 500 теңге тұрады. А оны кіргізбейді. Ол шешіледі. Бәрі қолдан жасалған, искусственно. Сөзін астағын жақсы түсінемін, Арман, дұрыс айтасың, оның бәрі. Бұл бизнес қылған. Дұрыс қой. Ондықтан ол проблема шешілді. Экономикалық мәселенің бәрін шешеміз біз. Партияны тіркету керек, партия қосу керек. Адам аз. Айтып отырмын ғой, бәрін шешпеймін мен. Шешілмейді. Өлген адам тіл алмаймын, болды.
любой бизнес, любой Арман, сол партиялар тіркеле алмай жүр ғой енді, өзіңнен қаншама азаматтар жүгіріп тіркеле алмай жатыр ғой, мәселе енді. Не істеп тіркеу олар ол сол партия? оппозиционный партия, а біздікі оппозиция емес. Олар оппозиционный қойды дейсің ғой баяғы. Олар оппозициямын дейді, парламентский республика, анау мынау қуғынбай әңгіме айтады. Парламентский республика болды. 93-ке дейін болды. Совет үкіметі бәрі парламентский республика. Менің апам тракторист, біреуі қойшы, біреуі жаңағы доярка. Депутат болды да парламентке барды, Москвада отыр. Орысша білмейді, қол қойса анау, я деп көтереді, болды. Тұрсыз ба? Міне демократия болды СССР. Енді мөлшері бір. Енді соны айтасыңдар, оны болды, не пайда ол? Бүкіл қойшыларды отырып қойып, бәрін депутат болып отырыңдар. Арман, қара, енді қара, жарайды. Мысалға енді өзіңе сол бір өзіңді қолдап, мынау мәселелеріңді қозғап деген секілді жарайды. 700 адам жиналса, сол 700 адам жиналса, тіркейді деп ойлайсың ба? Қазіргі бізде отырған мына сайқал саясат. Тіркемей-ақ қойсын, ешқандай сайқал саясат жоқ. Саяси ойын жүргізе алмайсыңдар просто. Сендер бір торпеда сияқты, бағана ана жігітпен, не үшін мен ана жігітті шақырдым эфирге? Түсініп отырсың ба? Олар головалар басты. Сонада торпедаларды пайдаланды. Түсіндің ба? Басты алып тастап еді, торпедалар қайтадан маңырап, пол жуып жүр. Түсіндің ба? Мен жаңа ғана келдім астыға. Не үшін эфирге кіргіздім мен, зонамен бойлан не үшін салыстырып жатыр мен, не үшін сендерге түсіндіріп қойдым. Ол айтқанымды түсіндім. Түрмеге отырды ма, кірсін лагерге, управлять етсін зонамен, барып жылай бермей. Сол кезде ол түсінеді. Егер ол зонаны өзіне қарата алмаса, Марат, ол билікке де келе алмайды. Түсініп отырсың ба? Кім түрмеде отыр сендердің жаңағы адамдарың? Арман, ол тарсыл жерде сен 5 жыл ма өзің кіріп шықтың ғой, білесің ғой ол системаны, жақсы білесің ғой. 6 жыл. Бұл полициямен қырыла бергенмен не пайда, ол система. А ол баратты, ол массамен жұмыс жасау керек. А мыналар көрдің ба, массаны оятты. Жекелер не істеді? Массамен жұмыс жасау. Өздер жатыр. Біреулер лақтырып жіберді, жертваға. Өздер жатыр. Екі аяғын көтеріп қойып. Түсінің ба? Оларға келеді поклонға, ойбай, тиіспеш Арман деп. Министрдің өзі келіп тұр. Мәселе осы жерде болып тұр ғой. Сендер вообще низко плаваете, низко. Келесілерден бір бытовой мәселелер. Шешілетін мәселе ғой, бытовой мәселе. Бытовуға шешіледі. Инфляция бәрі ол искусственный, бәрі шешіледі. Оның экономикалық заңдары бар, қалай шешу керек. Просто олар шешпейді, неге? Себебі олар пайда көріп отыр. Министр келді ма, ол жай келген жоқ ол жерде. Оның артында адам бар, капиталист бар. Мен мынаны жеткізе алмай отырдым да, жаңағы сайқал сасет. Сендер капиталист өмір сүріп жатсыңдар. Кім Арман, қарашы енді осы системада, сайқал саясат жоқ. Ол системаны ешкім ойлап тапқан жоқ, ол капитализм. Бүйтіп айтайық, против системы, даже 3000 бір партияның 3000 адам болса да, осы системада өзгеріс болады деп ойлайсың ба, орната аламыз деп ойлайсың ба? Просто сөйтіп айта салайыншы, тупой бір сұрақ болды. Сен системаны өзгерте алмайсың, простой адамдар системаны өзгерте алмайды ешқашан. Адамдар қосылады. Түсініп отырсың ба? Ана системадағы адамдар саған қосылады. Түсініп отырсың ба? Назарбаевтың адамдар саған өтіп кетеді. Түсіндің ба? Сен соларды тарта алсаң, сен күрес аласың. А олар сояқты өтерді тұрса, саған қарай кетпесе, мысалға, сатқындар болады ғой, мысалы, немістермен советскийлер қырылысып жатқан кезде плендерді түсіріп алып, плендерді өздеріне алып, плендерді қайтадан обратно өздеріне жіберетін болса, ол соғыс тактикасы солай. Саясатта да солай. Система өзгерту үшін системадағы адамдар хозяин іздеу керек. Түсіндің ба? Не үшін қорқады мысалы? Жоқ, қатты эмоция беріп қойды. Просто тыңдайтындар тыңдай береді. Қара, не үшін Заманбекті не үшін өлтіреді? Себебі оларды тарта алсаң. Не үшін кімді өлтірді жаңағы? Алтынбекті өлтірді. Себебі ол системаның адамы. Түсініп отырсың ба? Министр. Мына жақта Назарбаев.
енді Назарбаевтың адамдары Алтынбекке кетіп қалуы мүмкін. Иә, давай, Алтынбек. Хозяин іздейді да, қожа іздейді, түсіндің бе? Мен прокурормын, мен судьямын. Қараймын, Назарбаевты халық қолдамай жатыр, осы сайлауды өте алмай қалады. Алтынбек өтетін сияқты. Жайлап Алтынбекке кете бастаймыз біздер. Общение ұстап, түсіндің бе? Жоқ, Арман, просто мынаны қарашы, мен бүйтіп айтайын. Прямо ол ешқашан ештеңе жасай алмайсыңдар. Сонымен мына жігітті эфирге кіргізіп айтып отырмын ғой. Сен миың жетпейді. Жоқ, қарашы, Арман, мына айтайын да, ол өздерінің бұрыннан жеп отырған масло, хлеб с маслом бар, жеп отыр. Себебі Жоқ, сен масло с хлебом бар да. сен өзің кімсің сен қазір? Арман, айтуға бересің бе, или айтқызбай, или шыға берейін, ренжімесең енді. Мен просто айтайын деп тұрмын, ол масло, май жағып отырған наным бар ғой. Бірақ сенің айтқан сөзіңнің дым құнары жоқ та, түсіндің бе? Мәселе осы жерде болып тұр. Мен саған айтай бер, 10 сағат айт, но сөздің құнары жоқ. Сен жүйе деген не екенін де білмейсің. Система не екенін өзгерткен жемқор дейсің. Арман, сен грамотный, бәрін білесің, қолынан келсе істей баш, разговор жоқ, рук. Енді сайлау керексің ғой, сайлауға түсуіміз керек қой. Мен өзім сайлауым керек, сен қолдау керексің. Одан сайлаудан өтуіміз керек. Сайлауды кім санайды? Сталин айтады ғой. Самый главный не выборы, а кто считает голоса. Розын ба? А голоса кто считает? Мәселе осы жерде болып тұр ғой. Мен мәселе осы жерде оны жеп отырған майын, нанын майымен бере салады деп примерно келтіресің де, ала саламыз бере салады деп ойлайсың да, мәселе ол болмайтын болып тұр ғой сол. Просто так хлеб с маслом никто не отдаст. Бір сөзіңе келсем, олар қосылып, бірдеңке өзіңе қарай тарталап, бірдеңке қосу көріп деп айтасың. Дұрыс, о жеріңе келсем, иә. Именно сол жеріңе, иә. Маған керек емес сен келіскенің, келіспегенің, түсініп отырсың ба? Сен сайлауды да адамды сайлай алмай тұрсың ғой, түсіндің ба? Сайлауға бармай тұрсың даже, қатыспайсың. Кеше Алматы соңғы сайлауда 10% қала, ең үлкен мегаполис. Түсініп отырсың ба? Білеміз, иә. Ауылдардағын тығады. Не үшін бұлар сайлаудан өтіп кетіп жатыр? Мұғалімдер ауылда, бүкіл бюджетниктер тік, сол арқалап кетті. Қалада адам көп. Сайлауға бармайды. Олар жеңіп кетеді. Түсінесің бе? Бәрін өздерің істеп отырсыңдар. Болды. Бүкіл проблема бұл жерде. Системада емес, бізде. Не үшін ана жігітті шығарып отырмын мен? Түсіндің бе? Не үшін 1000 зек маңырап жүрді? 5 балаға керек болды ма? Қинап жатыр, бәрін қинап жатыр. 5 бала шығады да, 5 президентке қарсы шықтық. 5 бала шығады. 1000 бала жүреді. 5 президентке шыдап. Көрдің бе? 1000 адам. Сонда ана 5 адамды ғана бұлар сындырса, 1000 адам қайтадан жүре береді. Түсіндің бе? Не үшін мақсатпен ана жігітті кіргіздім мен эфирге? Не деген ми сендер деді. Кітап оқысаңдар, кітап оқыңдар. Таңғаламын мен, бұл деген адамдар, ағайындар, сауат керек қой, сауат. Екіншіден опыт керек. Үшіншіден біздің енді халық кінәлі емес бұл жерде. Оқымағаннан кінәлі, ізденбейді. А что ты хочешь? Айқайлап, ештеңе ала алмайсың, бермейді. Міне қырылды, войска кіргізді, 6 ай айтып отыр, 6 ай ходовина болды, қайтадан войска кіргізді, сындырып тастады. Сол сияқты. Қазір сен дейсің да, шал кет дейсің, айтады, все, ет па, етті түсіреміз, ойбай дейді. Болды, бәрін істейміз дейді. Бәрін істейді, 4-5 ай істейді да, қайтадан кім шықты, соның бәрін қаматып, қайтадан көтеріп алады. Болды. Өздері, міне тәке 80 дұрыс айтып отырсың, өздерің білмейсіңдер, білген тілін алмайсыңдар. Мен саясатқа кіріп жатырмын. Сендер ана айдалада біреулер тыңдап жүресіңдер, қуғынбай әңгімелерді. Айткүл, мен енді жамандамаймын, бірақ, но факт то, что оларда результат болмайды ғой, ол шетелде жүрген адамдар. Мен Қазақстанда жүрмін. Дұрыс па? Но ана ненің менструациясын искеп отырғылар келеді, соның. Кітап оқыңдар бірінші. Ардақ Назаров дұрыс айтып отыр ол. Ардақ дұрыс айтады ол.
Бірінші кітап адам логика, любой кітап оқи бер. Шекспирді оқы деді ма, не деді жаңағы? Бесқасы жырлайды. Адам миы логикадан ойланады. Сен ақпарат келеді, ақпарат миы. Ана қатынды тыңдап алып, жаңағы Белоснежканы тыңдап, деп. Ол жүйе бітпейді ол. Түсініп отырсың ба? Ол істей береді олар. Жүйемен сендер күресе алмайсыңдар. Жүйені сендер өздеріңе тартасыңдар, болды. Кеттік деп, мысалы, біреу кетіп барды, арақ ішіп отқан, братан кеттік, бірге ішеміз деген сияқты. Дұрыс па? Өте қиын біздерде енді ол әсіресе жаңағы. Мың бір түнді оқынды, любой нәрсені оқи берді. Әркім өз нәрсесімен айналысу. Саясаткер саясатпен айналысу керек. Мен массаны кіргізбеймін, түсініп отырсың ба? Мен бүкіл тупағы халықты, кеттік анау, Назарбаев бүйтіп жатыр ғой, кеттік жігіттер деп. Олай болмайды. Мен Назарбаевпен жеке өзім күресемін. Сол сияқты әр адам өзі жеке күресетін болса, ол уже жан жақтан Назарбаев деп атқан кезде қиын болады оған. Түсініп отырсың ба? Тамырын тереңге жайған, жайлап жұласыңдар. Мысалы, арам шөп жұлып көріңіздерші. Мысалға, естің алдында арам шөп көп. Жұлып көрші соны. Бірінші. Қалай жұласың? Қолың бәрі жап-жасыл болады. Денең бәрі тітірлік кетеді. Қотыр боласың. Қышынасың. Бірақ жайлап жылай бересің. Қайтадан шығады, қайтадан жұласың. Дұрыс па? Тамырымен жоясың. Ол ұзақ процесс. Дұрыс емес болса, шығып келе сал ағайын. Барындар да, соны Белоснежканы менструациясыз ескеңдер. Маған не дейсіңдер? Мен білетінді айтып отырмын сендермен бөлісіп. Иллюзия керек болса, иллюзияға тойып алып жүре беріңдер. Мен ақиқатын айтамын, фактпен. Міне Абылайхан дұрыс айтып отыр. Просто қарапайым нәрсе ғой, салыстырмалы түрде. Ол тіршілік қой, өмір ғой. Олар да өмір үшін таласып жатыр. Олар да билік үшін. Олар биліктен кетсе, өліммен бірдей. Түсініп отырсыңдар ма? Сендер айтасыңдар, кет. Қалай кетеді сен? Өл деген мен бір сөз ғой, түсіндің ба? Сонымен бірдей ғой, сен айтасың, шал кет, шал өл деген сөзбен бірдей да. Ол кетсе бітті ғой биліктен. Кім ол? Ол кетпейді, до конца тұрады. Ол кетіп қалса, басқа адам бар ма сенде? Дайын емес қой. Бір-бірлеріңді мойындамайсыңдар ғой. Шал кетіп қалды, кім бар? Кеттік, Арман сен басқар демейсің ғой. Қайдалада ғана біляшты айтасыңдар. Біляш қалай басқарады ол? Кім бар десем, біляш бар дейді. Онда Джеки Чанды басқарайық, Джеки Чан. Сол ағайындар. Мысалы, Қырғызстанды айтып отырмын. Тағы да айтамын сіздерге. Қырғызстанда Ақайып кетті, орда Бакиев келді ма? Енді примерно айтамын да. Бакиев Ақайып жамандады, байлығын тартып алды. Бакиевті құртты. Жаңағы кім? Жиенбеков келді ма? Жиенбеков, оның Атамбеков келді. Атамбеков жамандады, бір-бірлерін қаматты, түрмеге тықты, жапарып келді. Солай бола береді. Капитализм бұл жерде. Процесс жүре береді. 20 жыл, 300 патша үкіметінің тамырын 300 жыл жұлған. 300 жыл. Патша үкіметінің тамырын 300 жыл жұлған. Түсінесіздер ма? 300 жыл жұлған. Патша үкіметі құлады ғой Лениннің арқасында. 1917 жылы Ленин революция жасады да патшаны атып тастады. Дұрыс па? Енді қараңыз, сол патшаның семьясы қанша жыл басқарды. Қаншама адам өлді, қаншама халықтар жойылып кетті мысалға. Дұрыс па? Зекті әкеліп қойды түрмеден. Халық енді жаман болып жатыр, Садыр жаман болып жатыр, Жапаров. Неге? Себебі капитализм.
Анау билікке келгеннен кейін ананың ақшасын алып алады. Ақшасыз ол билей алмайды. Ақша болмаса ешкім тыңдамайды. Дұрыс па? Жоқ, біляш сила. Мен ол кісі туралы айтып тұрған жоқ. Просто по факту ол келе алмайды ғой. Түсінесіз ба? Қазақстанға келсе қамайды. Ол үшін жаңағыдай соттың шешімі керек. Түсінесің ба? Ана жерде сен аэропорттан келген солдатқа айта алмайсың, ол солдат немесе пограничник, ол по-любому оны өткізбейді базадан. Енді сенде шешім болу керек. Сен мысалы біреу президент болады, шешім шығарады. Кімді кіргізіңдер? Ол біраз уақыт. Кімді президент қыласыңдар? Сондықтан бұл жерде юридически, бұл жерде олар келе алмайды. Келсе де уақыт бар. Оның орнына біреу президент болады. Сосын оларға жаңағыдай, мен мысалға президент болсам, мен шешім шығарам. Указ шығарам. Біляшті кіргізсін деп. Қудаламасын заңмен деп. Сол қағаз таможня неге кетеді жаңағы, пограничникке кетеді. Оның бәрі уақыт. Мен басқа халықты айтып отырмын ба, әлде біляшті указ шығарам ба? Жоқ, қошанты қою мүмкін. Қошант удобно. Қошантты да батыр қылып жіберіп, жаңағыдай. Тоқаевты батыр қылып жіберген сияқты, қошантты да батыр қыла салады. Ал Қарин болмайды ол. Тасманбет шаңырақ құрсын, Тасманбет. Лучше Назарбаев жақсы ғой, Тасманбеттен гөрі. Тәке дейді, так, мынаны жерік Айбекті не істейік? Ойбай, басылып кетті кімдер. Адам өте көп тұр екен, жақсылық дейді, бір 3-4 адамды кіргізейін ал. Не айтады екен? Абайхан. Сварщиктерді Ой, Араки кеш жарық, не болды, шырылдап атсың ба? Шырылдап атқан жоқ, просто ол не? Араки, бұл системаны өзгерте алмаймыз, өзгерте алмайды ешкім. Бұл система әлі... Жоқ, системаның хозяйыны ғана өзгертеді. Жоқ, системаның хозяйыны өзгертеді. Араки, мен қазір айтайыншы, соңын сіз айтасыз. Мына кісі кеткеннен кейін, оның орнына жаңағы басқа өзінің адамдары келеді. Может быть, Рахат Алиев, может быть, Нұрсұлтан. Олар пластический операция жасайды да, олар фамилиясын өзгертеді келеді. Болды, ештеңке істей алмайсыңдар. Ештеңке өзгермейді. Сондықтан бұл бәрі бұл қалапты адамдар, олар вообще кетпейді. Бүкіл жерде адамдар. Ол кеткенмен де оның балалары жаңағы наследство өзгереді, только мысалға өзгереді. Егер мысалға капитализмде коммунист келіп өзгертеді. Мысалы, Америкада, мен айттым ғой коммунизм туралы. Америка коммунизм болады дедім. 10 жылдан кейін Американы коммунистік партия басқарады. Европаны коммунизмге келеді олар. Неге? Себебі капитализм деген социализм, социализм деген коммунизм. Оларда уже дүние ақша барлығы бар. Адам туған кезде уже үйі бар, машинасы бар. Не жем деп келмейді уже дүниеге. Бәрі первоначально керек нәрсе 10-100 есе көп болып туады ол мемлекеттерді. Жоқ, Араки, сіздікі дұрыс, бірақ ол біздің система капиталистерге кіріп кетті. Бір жарым жыл бұрын айттым,
бәрі күлді мысалға. Көрдіңіз бе? Себебі олар оқымаған адамдар өте көп біздерде. Мен кітаппен оқып тұрмын ғой. Тарих қайталанады. Любой система қайтып келеді. Мына система болмаса, ана системаны қолданады. Но системаны жоғалтпайды. Түсінесің ба? Ареке, Америка мысалы қай немен отыр? Шығарған заңмен. Баяғы ғана 1860 шығарып кеткен заңмен отыр ғой. Ол заңға қарамайды, олар да қарамайды заңға. Кеше Трамплдатты ғой. Мен Қарамайды. Мемлекеттің мүддесі болған кезде олар заңға қарамайды. Заң еш жерде жоқ. Европада ештеңеде жоқ. Заң ол простой адамдарға. Бізде білмеймін. Мен білем, бір нәрсені білем, 50 жыл әлі өзгермейді ештеңке. Халықта ештеңке істей алмаймыз, біз ештеңке системаға шығарамаймыз. Бол. Біз шырылдаймыз. Топас болса да система. Шырылдаймыз. Топас болса да система жұмыс жасап тұр. Топас система болса да он дает плоды. Мәселе осы жерде. Өздері айтады, топас дейді да, бірақ жұмыс істеп тұр ғой сол система. Жұмыс істегенде енді ол демократия болмайды. Жұмыс істегенде де олар былай халыққа мемлекет үшін істеп жатқан жоқ қой, өздері үшін істеп жатыр ғой. Мысалына қара. Мені пригласить етіп тұр ма, қараш? Сіз өзіңіз кірдіңіз ғой, Алмоша. Мен көрген? Өзі кіріп кеткен. Кірген адамдар лайк. Кіріп, мына жерде запроста тұр ғой, мен тез запростарды басып тастайын. Так, сұрақтарың болса қойып отырыңыздар, ағайындар. Экран бетін ұрып отырыңыздар. Әрекет 17 миллиард қайда кетті? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Ой, енді бәрі ол болмайтын нәрсе ғой. Миллиардтаған назар етпей жүрді ғой. Айта беріңіздер, кім бауырлар? Амандасу неме сразу әңгімелерге кірсе беріңіздер. Мен бірінші рет кіріп Ренжімейміз. тұрмын. Жалпы не туралы? Біздерде не ғой, короче. Тоқал алғандарды піштіреміз бі? Тақырып қой. Если серьезно, жауап берсеңіз. Серьезно айтып енді мен неше ойнап тұр дейсің ба? Не істейміз? Енді бізде одан басқа. Қалай өмір сүреміз, Қазақстан қалай мемлекет құрамыз, қалай болады, біздің 100 жылдық программамыз қалай болады деген әңгіме ғой, бауырым. Келешек ұрпақ қалай өмір сүреді? Уалейкум ассалам. Ағайдар амандаспай айта беріңіз. Ресурстар қалама, ол системаны өзгерту үшін біріншіден ол балаларды, өзіміздің балаларды тәрбиелеу керек. Аналарды көрсетіп, өздерін шұқып, или мұғалімдарды тәрбиелеу керек. Системаны өзгерту туралы әңгіме Бала болады. кезден. Системаны өзгерте алмайсың. Бала кезден соны біз не көріп өстік, қазір Системаны өзгерте алмайсың. Системаны өзгертіп болып, сен балаң не? Системаны білмейді, балаңды өзің білмейсің система не екен. Балаңға қалай үйретесің? Қуасың ба? Сауат адамдар кіріңіздер, болды, өтініш. Өзгермейді, болды. Біз ақш-қа, Америкаға, Израильге кірдік, болды, өзгермейді. Олар пока ресурсты выкачивать етпейінше өзгертпейді, болды. Одан бастарыңызды ауырып не істейсіздер? Оған біз бәріміз, президенттен бастап бәріміз қолдап отырмыз, болды. Басқа шанс жоқ, басқа вариант жоқ бізде. Болмайды да, вариант бермейді да басқа. Басқа вариант бермейді. Былай Қытай. Былай мына жақта Қытай, мына жақта Ресей, мына жақта басқа санау, Афганистан, Талибан, исламистер. Басқа вариант жоқ бізде. Сауатты адамдар. Бізге Америка мен Израиль мен атағы бар. Солармен жұмыс істескен дұрыс. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Президентке дұрыс деп ойлаймын мен өзім. Басқа вариант жоқ бізде. Сайран Аспаева қазір қосылғаннан кейін сұрап жатыр, не туралы әңгіме болып жатыр деп.
тыңдап отырыңдар ағайындар. Кірдіңдер ма? Эфир тыңдаңдар. Сосын миларын қызықтырады да, сосын айтасың, менде сұрағым бар еді. Сендердікі дұрыс или дұрыс емес деп. Эфир кіреді да, не болып жатыр деп. Даже түрмеде олай, даже біреудің хатасына кіре алмайсың ғой мысалы. Сразу фотоаппарат береді ғой. Ағайындар, бұл жерде енді қиын, бұл эфир қиын өте. Сварщик, муарщик деген аналман, саяси эфир бұл. Біздің Қазақстан Арекеш географиялық жағынан қиын орналасқан мемлекетпіз ғой. Біз сквозноймыз. Жан-жақ былай қарап өте береді. Сонан кейін халқымыздың санасы, жәнегі вооружениеміз жоқ, ештеңеміз жоқ. Болды ғой, бәрі ресурс жоқ деп айтпа. Ресурс болмай жатыр деп айтпа. Бірақ оны біз игере алмаймыз. Біз игере алмағандықтан болмай жатыр деп айтпа. Болмай жатыр. Ядерный бомбаны беріп қойды. Кеше Америка күшті деп жатсыңдар, Америка алдап Назарбаевты ядерный бомбаны алып қойған. Бізде ядерщиктер жоқ, химиктер жоқ, физиктер жоқ. Сауат жоқ, сауат мәселе үшін. Сауат жоқ, оны біз бәрін, президент біліп отыр ғой біздің. Оқыдық қой дейді, көбісі айтады да. Мен оқыған кезде енді қайда кеше ядерный жаңағы неге шолап жатыр. Ойбай, баяда мына түрксіп желез дороганы салған кезде, паровоз келе жатқан кезде атпен шығып шайтан арба деген ғой, мысалы кино кітаптарды оқысаң, кәдімгі кино нелері бар. Шайтан арба. Арекеш, біз және жердің астында пәленшема километрде жатқан жердің астындағы қандай байлық болсын ала алмаймыз. Бізде техникалар жоқ. Біз не істейміз? Амалды көреміз. Бар бәрі. Техника бәрі бар. Біз енді химический состав, оның технологиясы жоқ деп айту керек. Жоқ, технологиясы жоқ. Технологиясы жоқ. Біз жерді қазық, топырақ, оның ішінде не бар екен білмейміз ғой. Білмейміз, Бұдан ішінде біз не бар екен. Енді соны глубокий переработка, соның ішінен алтын бар, соның ішінде күміс бар, соның ішінде мына кішкентай тастың ішінде біраз элементтер бар. Енді соны қалай алуымыз керек соның ішінде. Оның алдындағы адамдар білді. Алтын адамдар білді. Алтын өндірді, қола өндірді. А қазір біз 21-ші ғасырда істей алмай тұрмыз өзіміз. Істей алмаймыз, дұрыс айтасың, оқымайды, потому что бізде оқыған балаларды жібермейді, алдыға қарай ұмтылтпайды. Бізге лучше имам болсын. Балам кеше біреулер жүр, мен баламды полицияға Қостанайдың полициясына жылап отыр. Полиция болады, военный болады, болмаса имам болады, барады да бір өлік шығарады да 50 мың теңге тауып келеді, болды. Басқа бізді ұмтылтпайды, түсінесіз ба? Біз сондықтан... Жақсы, енді мен ұйықтайын, уже 11 болды. Басың ауырды ма? Давай, жарайды. Жақсы, аманшылық ағайындар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Арман Батырлар партиясы. Партияға қосыламын десеңіздер, хабарласыңыздар.